Ешқандай психология да керек жоқ. Ешқандай жаңағы пайданы мүлдем ойлап қажет жоқ. Бизнес дамып жатқан жоқ, дамый алмай жатыр. Үкіметке ренжитін. Көтерілген сайын сені қысып қояды. Облыс әкіміне де ұнады. Еш уақытта өздеріңізге шектеу қоймаңыздар. Бәрі мүмкін. Сәлем, қайырлы күн. Әдеттегіше бәр мүмкін хабарының кезекті шығарылымы сіздермен бірге Шолпан Абат. Бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы кәсіпкер, инвестор, кәсіпкерлік саласында бірнеше жылдық еңбек өтілі бар, отбасылық әрі бизнес тренер, Нұрлытау этнопарк жобасының жан әлемі тігін өнімінің және тектілік Атырау телерадио бағдарламасының авторы, Балдәурен балалар дүкенінің басшысы, ұлт жанашыры, қоғам белсендісі, асылшар, аяулы ана, өнегелі ене Гүлжан Тұрғанқызы. Гүлжан Тұрғанқызы, эфирге, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Ең әңгіменің әлқиссасын өзіңізбен таныстықтан бастасақ. Ата-анаңыз, балалық шағыңыз қалай өтті? Сізге мына ұлттық құндылыққа деген махаббат, сондай бір ерекше қуат дейміз ба? Қалай келді, қайдан дарды? Ата-анаңызбен таныссақ, өскен ортаңызды білсек дегім келеді. Рахмет. Енді өзімді таныстыратын болсам, енді мен өз басым туып өскен жерім Шымкент облысында, Темірлан селосында. 7 бауырым бар, ата-анам бар, Аллаға шүкір. Ол жаңағы әкем енді сол заманда жаңағы көлік жөндеу орталығының басшысы болған, өзінің жеке меншік кәсіпкерлігін ашқан, ол кезде кооператив дейді ғой. Сондайды ең бірінші болып ашқан кісілердің бірі. Одан қалса анамыз енді көбінесе үй шаруасында өзінің аналық міндетін, әйелдік міндетін орындаған деп айтуға болады. Одан енді бізде жаңағы тағдыр бізді әрі бұлайда әртүрлі жаққа апарады ғой негізі. Өмірдің сол отбасылық бір жағдайға байланысты біздер 96 жылы Атырауға көшіп келдік. Әкемізбен анамыз ажырасып, бірақ әзірге бірімізбен араласып тұрамыз әлі де. Өзінің отбасын құрды ол әкеміз, анамыз өзінің балдашағысыменен осы Атырауға келдік. Осы Атырауға келіп, жаңағы тауарларды сату арқылы өзіміздің бизнесімізді бастап кеттік, отбасылық бизнесімізді. Анамыздың көрсеткен сол анамызбен, жаңағы бауырларымызбен бірге сол бизнесті бастап, соның арқасында үйлі болып, осы жерден жаңағы тұрмысқа шығып, ары қарай осылай бизнесті ары қарай өзінің алдымызға бизнес құрып, ары қарай даму жолдарына кірісіп кеттік деп айтуға болады. Негізгі өз басым жаңағы бала кезімізден жаңағы ұлттық құндылықтарға деген әуестігіміз болды деп айта алмаймын. Негізі, өйткені менің әкем де шешем де кішкене жаңағы орысша тәрбиеленген, жаңағы қазақ ауылда өссе де қазіргі Советский Союздың адамдары ғой, енді еркін бізді жаңағы тәрбиеледі деп айтуға болады. Әкем де шешем де бізде жаңағы қыспақ қалған жоқ. Негізі еркін тәрбиеледі және барлық жұмысқа салды деп айтсақ та болады. Бізді бала кезімізде жаңағы еңбекке пісірген біздің әкеміз. Ол демей, қыз демей жаңағы жұмыстардың бәріне бізді салатын. Біз жаңағы мал бағу болсын, тіпті үй салу құрылыстарына да, тіпті жаңағы отын жинау деген сияқты, көмір жинау деген сияқты жұмыстардың бәріне, су тасу деген сияқты жұмыстардың бәріне де жаңағы 6 қыз бір бала болғандықтан да болады деп ойлаймын енді. Әкемізге де шешемізге де көмек керек. Бәріміз жаңағы қолғанаты бола білдік деп айта аламын. Бауырымызбен тату өстік. Соның арқасында қазір енді екі жақпен де араласамыз, хабарласамыз және байланыстамыз. Ал енді мына ұлттық құндылықтарға қалай келдіңіз деп айтып жатырсыз ғой. Ол енді осы Атырауда енді үйлі жайлы болып, балалы шағалы болдық. Соның арқасында енді баламыз мектепке баратын болды. Мектепке барғанда жаңағы Атмалар комитетінің төрайымы ғып сайлады. Енді сол жерде неше түрлі шаралар ұйымдастырдық. Ата-анамен баланың арасындағы, мұғалімдермен жаңағы оқушылардың арасындағы байланысты нығайтатын бағытта неше түрлі шаралар ұйымдастырып, соларға арналған бір сыйлықтар іздейтін болдық. Сол сыйлықтарды іздеп жүрген кезде маған бір жақсы кітап кездесті.
ағаш бесіктен жер бесікке дейін деген қазақтың бүкіл салт дәстүрі жазылған мына баладан мына үлкен қарияға дейін қандай біздің міндетіміз бар, парыздарымыз бар, ақыларымыз бар, орындарымыз бар деген сияқты, сый құрметтеріміз бар деген сияқты біздің салт дәстүріміздің өзі тәлім тәрбиеге бай екен, өнегеге бай екен, неше түрлі психологияға да бай екен. Оқып танысқанымызда мен өз-өзіме риза болдым. Қазақ болып туылғаныма риза болдым. Сол кітап менің ұлтыма деген, салтыма деген, дәстүріме деген патриот сезімді оятты деп айтсам, қате айтпаймын. Өйткені соны оқыған сайын, мен өзіме бірінші кезде қазақтың киімін өзіміздің ұлттық нақышта шығаруды арман тұттық. Соның арқасында бірінші өзімізге киім кисек те, құттай болса да бір өрнегін салып, немесе бір шашағын салып деген сияқты бір киімдерді үйлестіріп киюді. Элементтерді сала бастадыңыз. Сол кітаптан кейін ба? Сол кітаптан кейін сондай бір менде қызығушылық пайда болды. Өзіміздің салтымызға, дәстүрімізге, қазағымызға, әдет ғұрпымызға деген махаббатымыз. Былай қарағанда негізі мен өзімді дамыттым бизнес жолында деп айтпаймын. Бизнесте енді бізде сауда саттық, қаласаң да қаламасаң да ала дорба арқалайтын заман болды. Өмірдің өзі үйретіп жіберді деп айтуға болады оны. Саудада жүргесін біз пойызда жүреміз. Пойызда 2,5 күн бер, 2,5 күн анда тағы да бір 2 күн боламыз. Бір апта уақытымыз кетеді. Сонда уақытымыз зеріктірмейік деп, сонда жолда бір естімейтін, құлағы естімейтін глухонемойлар дейді ғой, сондай кісілер бір топ кітаптарды әкеліп лақтырып тастайды қасымызға. Сонда соның ішінен бір керекті кітаптарымызды алып оқып отырамыз кей кезде. Сонда бір осы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өсиет хадистері деген кітап кез болды маған. Мен өсиет, мақал, мәтел деген сияқты, нақыл сөздер деген сияқты кітаптарды жақсы көремін. Сол кітаптардың ішінен соның өсиет деген сөзіне мән бердім, бірақ негізі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның мұсылман дініндегі адамдардың үлгісі екенін, ол пайғамбарымыз екеніне көп мән бермейтін едік. Айтып отырмын ғой, Советский Союз оның бәрі қысқартылып қалған ғой енді. Болмайды деген. Осы бір сауданың несі маған себепші болған болар деймін осы кітапқа шолықтыруға. Аллаға мың шүкіршілік етемін. Соның арқасында өмір сүру, мына қандай да бір қиындықтарға төтеп беру, өзін сабырлыққа келтіру деген сияқты бір адами құндылықтарды бойымызға сіңдіре бастадық деп айтуға болады. Енді осы бағытта өзімді дамытып, осы кітаптың осындай құнды екенін түсініп, одан бұны бір емес, бірнеше данасын шығаруға, оны сатылымда бар болса барлық жерде сатып алуға тырысып жүрдім. Бірақ кейінгі кезде ол сатылымда, тиражда осында шама данасы шыққан, бірақ ол сатылымға кетіп қалған. Енді тапсаңыз сол жерден аласыз деген сияқты, тіпті соның ана жағына дейін іздегенбіз. Өйткені біз бұны қайта шығарадық. Басында біз өзіміз тігіп шығардық, копировкадан өткізіп. Кейін оны шығаратын баспаға беріп шығарттық, копиясын шығартып. Сөйтіп оны халыққа тарата бастадық. Енді бір жағынан садақам болсын, бір жағынан әрбір адам оны түсінсе, білсе, санасына тоқса, өмірге де ешкімге де зияны жоқ адам болады ғой. Нағыз мұсылман адам ешкімге зияны жоқ адам дейді ғой. Сол сияқты соны түсінгеннен кейін, және мына кітапты екінші қолыма алған кезде, ағаш бесіктен жерге бесікке дейін, сонда мен түсінгенім, біздің ата-бабаларымыз енді бірінші имани тұрғыда сауатынды ашып, екінші өзіміздің әдет ғұрпымыздың сауаттылығын ашқан кезде біздің ата-бабаларымыздың бәрі иманды болғанын түсіндім. Түсініп тұрсыз ба? Бұл жерде бұл екі адамның екі аяғы сияқты да, мынау болмаса мынау болмайды, мынау болмаса мынау болмайды деген сияқты. Және біздің ата-бабамыздың салт дәстүрінің бәрі осы иманға сай құрылғанын оқыдым да түсіндім. Яғни біз қазақ ұлты әрі иманды, әрі дана кісі болған екенбіз. Және сол имандылықты қоса, оны әдемі дәріптеп, өзінің әрқайсының орнын көрсететін. Мысалға бізде ағасы бар, жеңгесі бар, інісі бар, қайнысы бар, балдысы бар деген сияқты кете береді ғой. Оның әрқайсының өзінің орны бар, міндеті бар, ақылары бар, парыздары бар, сый құрметтері бар деген сияқты. Солай бірімізді сыйластыруға әдемі үйлестірген салт дәстүрмен. Мінекей, сол сияқты оны мысалға ислам дінінде де оны әдемілеп айтқанмен, былай айтып жеткізгенде, оны күнделікті оны әдетке айналдырғанда ол қиындау. Ал енді мына біздің салт дәстүрмен оны жеткізу өте оңай. Демек сіз адамның қос қанаты.
яғни рухани байлығы, ол біздің дініміз, жаңа өзіңіз айтып отқан пайғамбардың сала өсиеті, оның сүннеттерін ұстану. Екіншісі, біздің атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық құндылықты дәріптеу. Осы екеуін барлық адам ұстап жүретін болса, адаспайды онда. Ата-баба жолымен жүрсең, адаспайсың дейді ғой, негізі бізде қазақта сондай мақал бар. Ол бекерден бекер айтылған жоқ. Біздің ата-бабамыз осынау адам атадан бастап келе жатыр ғой негізі. Осы бүгінге дейін осы алып келе жатқан бүкіл ата-бабамыздың жолындағы салт, дәстүр, әдет, ғұрып, өнер, мәдениеттің бәрі біздің жаңағы ұрпағымызға, біздің болашағымызға жарқын жаңағы жол ашатын дүние деп айта аламын. Жаңа сізді мен айттым, бизнес тренерсіз, дәріс бересіз, кімдерге сабақ бересіз, кімдерді үйретіп жатырсыз, наставничество деген шықты ғой қазір, тәлімгерлік жаңағы алып оқытады. Сол жердегі сіздің негізгі айтатын тақырыбыңыз осы бағытта ма? Осы бағытта біздікі жаңағы, мен енді ұлттық құндылықтарды қосарлана жүргіземіз. Менің көбінесе тренер сабақтарының ішінен көбінесе таңдайтыны 4 құбылан түгел болсын. Сол бағытта дәріс бересіз. Сосын мысалға ер азаматтарға көбінесе жігітке жеті өнерде аз. Ал қыз балаға біз көбінесе қызды қырық үйден тыю деген сияқты сабақтарды айтамыз. Ол әрине ол жерде жаңа тыю деген барлығынан тыйып тастап, тек қана жаңағы қыз деген болашақ жар болу деген сияқты емес. Оны жаңа жан-жақты тыя отырып өзінің бақытына әкелу және бақытты семья құру. Және барлық өнермен өзін ары қарай дамыту. Бағытында сондай сабақтарды үйретеміз. Жаңағы отбасылық тренинг деп жатырмыз. Соның ішінде де осы сабақтарда көбінесе таңдалатын сабақтарымызды айтып жатырмыз. Әрине оның ішінде өте көп. Жаман адам жоқ, жаман әдет қана көп деген сияқты. Бізде енді рухани құндылықпен жаңағы біздің салт дәстүрімізді қосарлана жүреді. Және бұл енді әрине біздің ата-бабаларымыз да бизнеспен айналысқан негізі. Сауда-саттықпен айналысқан. Оның ешқандай қазіргі заманмен бұрынғы заманның несі бөлік деп қарауға мүлдем болмайды. Ал шын мәнісіне келгенде өзіміздің жаңағы ата-бабамыздан келе жатқан, жаңа айтып отырмын ғой, салт дәстүрді оқып қарағанда мен тіпті мақтан тұттым. Ешқандай психологияда керегі жоқ. Ешқандай жаңағы қазір неше түрлі нәрселер жүріп жатыр, оның бәрі керек емес. Сенің дініңмен осы салт дәстүрің болса болды, сен байсың. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, сөзіңіздің жаны бар. Мен осы жақында сахабалар туралы кітап болғанда аудиолар сол көп іздеп бастадым. Білмеймін енді сол жаңағы сіз айтқандай бір кітаптан бір кітапқа себепші болып қарасам, бүкіл сахабалар саудамен айналысқан. Мен мысалы үшін бұрын ойлайтын, мен сата алмаймын, мен істей алмаймын деген сияқты сондай ойлар болатын. Пайғамбардың өзі саудамен айналысқан дейді. Байлықтың көзі саудада деп айтылған ғой. Бірақ сол біздер сауда дегенге бір оймен сата алмаймын. Ол сауда деген біздің көзімізде, білмеймін енді, көпті айтпаймын. Тек менің немде жаңағы, менің түсінігімде менің ата-анам жаңағы мұғалім, үкіметте жұмыс жасайды, сосын жаңа бір бұрын деген спекулянт деп оны бір жаман бір түрлі немен көзқараспен қарайтын. Қазіргі заманда ол тренде деп айтуға болады. Саудада бір нәрсені істеп үйрену, немесе жаңағы бір өзіңнің бір қасиетін болу маңызды емес деп ойлаймын. Негізі маңызды емес. Ең маңыздысы мына сенің алдыңа келіп тұрған клиенттің керегін тауып беру. Көңілінен шығу. Жаңа сенің затың біріншіден, екіншісі бағасы, үшіншісі сапасы деп айтады ғой. Сол көңілінен шықса, кез келген тауар өтеді. Кез келген тауар. Біз мысалға көбінесе біз нені ойлаймыз? Бұдан қанша пайда түседі екен деп ойлаймыз. Пайданы мүлдем ойлап қажет жоқ. Пайда өзі-ақ келеді. Ешқашан оны жаңа санап отырған емес. Мен бір Алла куә, қанша болады екен, қанша, оны есептеген сайын керісінше болып кетеді. Негізі жаңағы баяғыда бір анекдот айтып еді, қысқа айтып кетейік. Жаңа біреу не қылған ғой, есепсіз, мысалы мына құмырсқалар есепсіз зат таси береді екен. Бір күні жаңа құмырсқаларға айтқан, сендер осы санап жатырсыңдар ма осының бәрін? Қанша келіп жатыр, кім қанша келіп жатыр, біреу үлкен затты алып келіп жатыр, біреу құттақандай бір деген тасып жүр мысалға. Сонда айтқан, жоқ, біз есептейтін уақытымыз жоқ. Бірақ бір жылда дейді олар жаңағы 3 қойманы толтырады екен. Ал бір күні жаңағысы қоңыз отырып айтады дейді, онда сендер санауға уақыттан жоқсың, мен санайын. Ол санағанда не істейді? Тоқтай тұр, не алып келетсің дейді. Ол не істейді? Тоқтатады. Әр адамды тоқтатады. Тоқтатқан сайын не істейді? Уақыт кетіп жатыр. Таситын адам уақыты кетіп қалып жатыр. Бізде мысалға заман болды, тек таси бердік.
өтей берді, ешкім есептеп жатқан жоқ, налог жоқ. Налог тек бір қағаз алып келеді, соны төлей саламыз, болды. Сонымен бітеді барлық отчет. Сондай заман болды. Сол кезде бизнес қандай болды? Өте керемет болды. Ал қазір қалай? Қазір есеп, бәрі отчет, бәрі не болып отыр? Қазір бизнес тоқтап жатыр. Бизнес дамып жатқан жоқ, дамый алмай жатыр. Өйткені отчет пен расчет, доход бәрін есептеумен ақ уақыты кетіп жатыр. Қазір бүйтіп қарап отырсаң, қазір бухгалтериямызда отыр, отдел кадрымыз отыр, программистіміз отыр. Қырғын ақша просто так кетіп жатыр. Бұрын осының бәрі ешқандай ештеңе болған жоқ. Сол сияқты қоңыр сөйтіп есептегенде бір қоймаға аз тауар жиналыпты дақылдары да мысалға. Содан кейін тағы біреу шықты сен жақсы есептеп жатсың соны, ал сендер есептеп жатсыңдар ма размерін? Көлемі қандай болып отыр? Көлемі біреуінікі аз ғой, біреуінікі неге сендер мысалға, ол әділетсіз, оның бәрін есептеу керек. Ойбай, оны біз есептейтін уақытымыз жоқ, есептесең өзің есепте деп, оған тарақан отырыпты. Сөйтіп тарақан отырып алып жазған ғой сөйтсе бір қоймаға тағы келмеген ғой. Содан кейін барып айтыпты, айналайындар, сендер есептейді деп, біз ашқа алатын қадырымыз жоқ, ешқандай есеп керек жоқ депті. Сол сияқты қазіргі заманда, мысалы, мына қазір бизнес, мына кәсіпкерлерді, мысалы, отчет, расход, страховка дейді, тағы да толтырып жатыр ғой. Онымен адамды бар ғой, жұмысын бәрін тежеп жатыр деп айтсақ, артық айтқаным емес. Негізі бір өзінің бір мөлшеріне дейін тауып жатқан кісіге мынандай ставка қою керек, мынандай тапқанға мынандай ставка қою керек, болды. Қалай таптың, өзің таптың? Иә, қалай тапсаң да, мысалға, бірақ сосын жаңағы ставканы деп бүйтіп көтеріп қоймай, мысалға, тіпті мен кей кезде үкіметке ренжитін. Бізде 65 миллионға шығып кетті бір кезде, айлық емес, бір жылдық көлеміндегі табысымыз, сонда НДС-қа кіргізіп қойды ғой бізде. Ал енді әр тауар үшін 12% НДС қосылады. Сенің 3%-нан бөлік. Ол НДС одан бұрын общий установленный режимға көшуің керексің деді ойшы. Оған тағы көштік. Оның жұмысы одан да көп. Сонымен жаңағыдай шаруаларменен біздің бизнесімізді керісінше. Өйткені отчет көп, расход көп, уже сенің неңде кемей береді. Мен ойлаймын, керісінше неғұрлым табыс көбі түскен сайын налогты көп түсе бермей ме енді? Түскен сайын наоборот премиальный беру керек қой деймін да. Өкіметке ақша түсіп жатыр ғой енді, ол табыс әкелген сайын. Керісінше ол көтерілген сайын сені қысып қояды, сонда ол адам қалай жүреді? Қазіргі заманның мысалы минустарын бәрі сода деп ойлаймын. Негізі кәсіпкерлерді дұрыс қолдау көрсетіп жатырмыз деп жатыр ғой, бірақ қолдағанмен үстіне есебіменен одан сайын қорлап жатыр деп айтсам артық айтқанымыз. Қолдап жіберудің ең басты нәрсесі, жаңағы айтады ғой, ризықты Аллах тағала көгершіндерді айтады ғой, таңертең шыққанда бос бөтекемен шығады, кешке келгенде 2 бөтекесі толып шығады деп. Ризық насибен Алла беріп қойған бәрінің. Есепсіз алда пайдалан дейсіз ғой. Ең бірінші не саттыңыз? Неше жаста болдыңыз? Негізі ең бірінші мен өзім бір досымның курткілері болды, кожаный, свининый кожадан жасалған кожаный курткалар болды. Бір қыстық демалысымыз болады ғой біздің студент кезімізде. Сонда жаңағы курткілерді алып ауылға барып сатып қарайшы, үстінен бір кішкене болса да ақша түсіріп қарап көрейін дедім мен де. Ол кезде бизнестің жаңа дамып қарқынды жүріп жатқан уақытта. Студентсіз, демек жасыңыз 17-18-де да? Иә, 18-лерде. Сол кезде жаңағы сатып қарадым, ең бірінші сол нені. Бірақ енді ондай қарқынды саттым деп айтпаймын енді, бірақ өткізіп қарадым барынша, өткізбегенін қайтып алып келем деген, соны қалған апарып бердім. Енді өтірік айтпай ақ қойын, ол кезде енді ақшаның құны бар дейді, бір 10 мың теңгедей табыс таптым ең бірінші. Кімге саттыңыз сонда? Қалай деп бастадыңыз? Мүлдем сатып білмейсіз. Бірінші жаңағы алдыңыз, мен сен курткаңды сатып көрейінші, ақша тауып көрейін, өткізе алмасам әкеп берем. Бұнда уже сізде бизнес көзқараспен айтып тұрсыз ғой. Бірден келісіп алдың, өтсе өтеді, өтпесе әкеліп берем. Бірінші келісімге келіп алдыңыз. Қолыңызға курткаңызды ұстадыңыз. Сіз бұған дейін куртка сатып көрген жоқсыз, кожаны көрген жоқсыз. Және де бұл кездерде 10 мың теңгеден көп ақша. Жаңағы қаншаға саттыңыз бір курткаңызды? Ол кезде 5-6 мың теңгенің курткалары, кожаный курткалардың өзі 5-6 мың теңге. Ол мысалы ол маған где-то 4 мыңнан, 3 мыңнан сондай берді. 3 мыңның курткасын алып келдіңіз. Клиентті қайдан таптыңыз? Сосын не деп айттыңыз мына куртканы? Мен өзім ауылымдағы базарға апарып саттым. Базарда тұрып саттым? Базарға тұрып саттым. Бір прилавканы алып, бос орынға тұрып саттым. Бір
бір апталық демалысымызда ғой. Сонда бір 10 000 теңге үстінен таптым, мен соған қуандым, шын айтайын. Содан 20 шақты куртка алып барған шығармын, бірақ сол 5-6 ауын өткіздім да, біреуінен 1 000 теңге, біреуінен 2 000 теңге тапқан шығармын. Сонда әйтеуір 5-6 ауын саттым, соған да әйтеуір қуандым. Содан бастап сіз ойладыңыз ғой, мен сауда қолымнан келеді екен. Иә? Негізі ондай бір екенмін деген сияқты. Иә, келеді екен, бір қатты қызығушылық болған жоқ. Бұл жай жаңағы көрейінші деген сияқты қызығушылықпен ғана саттым да. Ал кейін енді мен өзім негізі мамандығым әншімін. Әншімін және жаңағы музыка пәнінің мұғалімін. Жаңағы сонда екі бізге не жазып берді, мамандық иесісің деп. Сонда мен жаңа өзімді әншімін деп санап жүрмін, бірақ мұғалімін деп еш уақытта ойламаппын. Кейін келе өзіміз қарап отырсақ, өзіміз жаңа тренер болып жатырмыз, мұғалім болып жатырмыз. Кейінгі кезде өздері адамдарды айтатын, сіз осы мұғалім емессіз ба деп. Сол енді не болса да біздегі ұстаздық жазылған болып тұр ғой. Сонда таңғалып едім. Сол себепті мен жаңағы болашақта жаңағы әнші боламын. Ойымыз да сондай ғой. Иә. Ал енді ол табысты біз не үшін таптық, не үшін мен ол кісіден жаңағы куртканы алдым. Біз жаспыз, киінгіміз келеді, әке-шешемізден сұрай бергенді қаламаймыз, көріп тұрмыз, бірде бір бала емеспіз, бәлем баламыз мысалға. Бір кішкене болса оларға да көмек болсын, бізде жаңағы кішігірім табыс тапсақ деген ниетіміз болды. Одан басқа мен жаңағы айтып отырмын ғой, кішігірім тігетінде өнерім бар еді. Соны сұрағым келіп отыр сізден. Сол жердегі студенттерге киім тігіп беріп те кішкене табыс табатынмын. Табыс табуды? Машинамды, үйдегі машинамды сол жерге апарып, общежитияда тұратын едік. Сол жердегі қыздарға кей кезде киім тігіп беріп, табыс көзінде сол жерден тапқанбыз. Киім тіккен кезде өзіңіздің дизайныңызбен сызасыз, иә? Осылай. Демек сіздің бойыңызда дизайнерлік қабілет тоже бар ғой. Киімді ол жайдан жай сала салмайды ғой. Сурет салатын адамда шығармашылық жағы дамыған, киім тігетін адамда ол бір адамға үйлесімді болу керек, қону керек, әрбір тігісі болу керек деген сияқты. Қазіргі таңда сізде жан әлемі дейтін тігін өнімдерін сатасыздар, иә? Бұнда қандай өнімдер шығып жатыр? Не сатып жатсыз? Қандай киімдер шығады? Киімдер ма? Киімдер, иә, бұл балалар киімі. Біз енді балалар киім сатамыз ғой, енді бізде балдәурен дүкеніміз бар. Сонда жаңағы балалар киім сататын болғандықтан ол жерде көбінесе жаңағы Европа стиліндегі балаларды орап шығару көрпелері болады, жаңа туылған нәрестелерге арналған. Сосын кейін біздерде жаңағы тұсаукесерге, жаңағы бесік тойға ұлттық киімдер, кәжекейлер сұрайтын болды. Сондай нәрселерді мысалға іздегенде таппаймыз. Болады, жаңа садиктің балдарына арналған, бірақ жаңа туылған балдарға мүлдем жоқ деп айтуға болады. Сол заманның талабына сай менде сондай ой туындады, неге біз соны жасамасқа деген сияқты. Сол себепті жаңағы балалар, бізде жаңағы балаларды орап шығару өзінің бөлімі бар. Сол жерде біз сол киімдерді тігіп сатып жатырмыз. Балалардың орамдары қазақы оюменен және киімдері қазақы оюменен. Шығарғанда да солай, бесікке салғанда да солай, және тұсаукесерде де сол киімдерді пайдалануға болады. Керемет екен. Енді сізге сұрағым келеді, жаңа әнші, мұғалім болдыңыз. Мамандық бойынша жұмыс жасадыңыз ба? Мамандық бойынша жұмыс жасаған жоқпын. Жаңа бизнесті біз констабармен бастап кеттік деп жатырмыз ғой. Сол диплом алғаннан кейін бірден саудаға кірісіп кеттіңіз ба? Саудаға кірісіп кеттік. Өйткені жаңа айтып отырмын, отбасы жағдайына байланысты біздер осында келіп қалдық. Саудамен бастап кеттік. Өйткені біздің анамыздың кішкене денсаулығында да сыр беріп, больницаға жатып шығып, сондықтан жаңағы оған көмек керек болды. Сол себепті біз артынан барып, біздер жаңағы сауданы өзім бірінші бастап кеткен. Қасымда сіңілім болды, мектепте оқитын, сол сіңілім екеуміз сол сауданы ары қарай жалғастырып кеттік. Сол себепті, мысалға, біздер ол кезде бір күнде 6 000-7 000 теңге күнде табатын едік. Ал енді мына жаңа өз мамандығыңызбен жұмыс жасадыңыз ба деп тұрсыз ғой, ол жұмыспен жұмыс жасаған жоқпын мүлде. Өйткені сол кезде негізі ой болды, неге мен жаңа кішкене өзіміз көтерілгеннен кейін өз мамандығыма бармасам деген ниетім болды. Барғанда жаңағы жалақы мәселесіне келген кезде, ол кезде жалақылар енді дұрысталып, енді жаңағы өзінің несіне қойылып жатқан, бірақ әлі ондай деңгейге көтерілмеген. Сонда бір айлық жалақысы 6 000 теңге дегенде мен ешқандай қызығым болған жоқ. Бір күнде табам ғой мен деп. Біз бір күнде тауып отырмыз. 6 000 теңгенің оның жартысы жаңа жол күреңе, тамағыңа кететін болды. Сонда бар табатының 3 000 теңге.
Одан мен неге бизнеспен жүре бермеске деген ой келді. Содан біз жаңағы ары қарай тоқтамай сол бизнесті ары қарай дамытып, бір емес, екі емес, 3 точка деген сияқты ашып, канцтоварды ары қарай дамытып кеттік. Канцтовар қазір жоқ қой сізде? Менде жоқ, бірақ анам сонымен айналысып жүр. Қазір енді ол кісі де тоқтатты, бірақ сіңілім соны жалғастырып жатыр. Бұрын басталған кәсіп қазір де бар. Қазір енді жаңа айттыңыз, саудаға келдіңіз, берекесін көре бастадыңыз. Саудамен келе жатып, бірақ сіз тек қана бір сауда саттықпен айналыспадыңыз ғой, қосымша өзіңіз қоғам белсендісі ретінде, ұлт жанашыры ретінде көптеген қызметтер жасап жатырсыз, Енді алда, мысалы үшін мен жаңа сұрағым келеді, Балдәурен киімдер дүкеніңіз бар ғой, бір емес үлкен дүкен ғой, қалай басталды? Ең бірінші неден басталды? Сіз мысалы үшін кеңсе тауарын сатып жүрдіңіз, қарап біліп бастадыңыз ба? Жоқ, мен күйеуге шығатын болдым. Күйеуге шықпас бұрын өз алдыма бір кәсіп ашсам деген ниетім болды. Сонда жаңағы анамнан рұқсат сұрадым. Анам айттым, мама, мен ертең бәрібір бөлек кетем. Енді құда түсіп қойды, сосын жаңағы енді болашағымды ойлап жатырмын. Не болса да жаңағы өз алдыма кәсіп ашып кеткенімді қалаймын, бірақ канцтовар емес дедім. Ол кезде кішкене мындай заколка, резинка деген сияқтылар бар ғой. Сондай бір майда шүйдеге қызығады дедім. Сондай сатып барайыншы деп отырмын дедім. Сол маған ақша бересіз ба дедім. Солай жаңағы бір 30 мың теңге ол кезде ақша берді. Сол 30 мың теңгеге сондай заттарды алып келіп, және ол біздің сатып тұрған базарда емес, Дина базарына барып, сол жерден орын тауып, ол жерде де жаңағы менің енем сол жерде овощи, фрукты деймін ғой, жеміс жидектерді тексеретін санитарлық неде жұмыс жасайтын. Сол кісіге айтып едім, бұл кісі мен саған орын тауып берем, как раз Дина жаңадан бір нелер ашылып жатырды, блоктары. Сол жерден бір орын тауып берді ол кісі. Алла разы болсын. Содан жаңағы әлі күйеуге шықпай жатып, жаңағы енем сондай жағдай жасап, мен де сол орынның арқасында табысты болып, жақсы жүріп жаттық. Бірақ жаңағы мына кішкене проход жолы, және бұл жасы біз тұрған жер киім кешек сатуға деп жазылған екен. Сіздің затыңыз мына арт жақта тұру керек, мелочтар. Сіз сол жаққа ауысасыз ба деп сөйдеді. Сосын жақсы деп ол жаққа ауысып қарадым, бірақ ол жерден өтпей қалды тауарым. Өйткені шет жақ, тупик, ол жерге екінің бірі келе бермейді, а менің тұрған жерім жаңағы ходовой проход еді. Сосын жаңағы былай ойландым да, онда мен киімге көшейінші деген ой келді. Сол киімге көшетін кезде де жаңағы менің продавецім подружкам еді, дос қызым. Сол қызда айтты, негізі детский сатсаң жақсы өтеді деп. Сол ойы маған да жақсы әсер берді. Шынымен де негізі детский киім сатса, балалардың бәрінде бала бар, әйтеуір алады ғой деген сияқты ой болды. Сонымен жақсы барып көрейінші, алып келейінші деп сол келесте барып, сол орныма қайтып балалар киімін әкеліп қойдым. Енді мен жаңағы бірінші кезде сапасы деп айтамыз ғой, киімнің сапасына қарап, сапасы болғанда да бірінші балаға жаңағы мақтадан, табиғи өнімдерден шыққан дүниелерді іздедім. Енді мен өзім балама болсын, бауырыма болсын, сондай нәрселерді іздейтін болғандықтан ба. Сізде бұған дейін балаңыз болған жоқ ол кезде? Ол кезде енді күйеуге шығайын. Сіз қалай таңдап жатырдыңыз деп ойлап сұрағым келіп тұрды? Енді біз қандай болғанда да мен өзімде енді табиғатына сондай табиғи заттарды жақсы көремін. Сондай табиғи заттарды кигенде денең дышать етеді дейді ғой, сол сияқты. Сол білмеймін енді сол именно сондай жаңағы табиғи заттарды іздеуге тырыстым. Мен әкелген заттарым халыққа ұнай бастады. Және очередке тұрады ғой. Очередке тұрып өтеді. Сол менің орным бір жұрттар андай құтты орын деп қарайды сосын. Біз ана неге барып келгенде, жолға барып келгенде енді орнымызға бұл кезде продавец дегенді білмейміз. Дүкен іші қоюды, емізді жауып кетеміз де, кете береміз. Сондай кезде жаңағы қасымыздағы басқа нелер орнымызды сұрайтын. Мен саған ақшаны берейін. Мен сенің орныңа тұрайыншы, сен келгенше деп. Өйткені сенің орның құтты орын сияқты, сенің саудаң жақсы жүріп жатыр деп. Менің орныма қызығушылықтар болатын. Сонымен жаңағы ақшаға ол орын сатып кетеміз бір аптаға. Ары қарай жаңағы өзіміздің саудамызды жүргізетінбіз. Киімді қайдан алып келдіңіз? Алматыдан. Алматыдан барып, прям аяқтай сол жерден тасып. Сауда дейтін негізі, ақшасы жақсы шығар, бірақ денсаулыққа ауыр заттың бәрін өзіңіз көтересіз ғой, басында негізі өзіміз көтерген кездеріміз де болды. Өзіміз жүктерді көтеріп пойызға салған кездеріміз де болды. Әрине оның бәрі
қыз баласына, әйел балдарына негізі үлкен салмақ деп айтуға болады. Өйткені болашақ ана, болашақ не деген сияқты. Сол жағына мән берсек, негізі ол үлкен салмақ. Мүмкін соның кесірінен де болар, енді бізде бір баламыз негізі. Соның бәрі енді аяқтан да сіз өтеді, ана жерде далада тұрамыз. Ол кезде жаңағы отопление де жоқ, қыстың жаңағы қақаған қар да жауып тұрады, жаңбыр да жауып тұрады, соның астында тұрасың ғой. Иә, табысы жақсы бұра, артында қаншама жұмыс жатыр. Көрінбейтін, сен бардың, келдің, алдың, бір күні арзан қалып қаласың да, өнім товарыңды. Бірақ ол бір алсаңыз не качественный болып қалады, бірде біз енді бір магазин ашқан кездер болып, біреу ақшаға лақтырып кетеді, әйтеуір бір сауда дейтін өзі. Иә, бәрі болады, өмір боласын. Бір 100% ұтыстау болатын жер емес қой, иә? Әрине. Саудада қызықтарыңызды айтыңызшы. Ұтылатын жерінде бар, ұтатын жерінде бар. Сіз ұтылған кездер қашан? Өзің барып, өзің көріп, өзің ұстап алған затыңды жақсатасың негізі. Ал кейінгі кезде онлайн деген сияқты видеомен немен таңдай саламыз ғой, сол кезде ұтыламыз кәдімгідей. Өйткені жаңағы суреттерін, жаңағы фотосессия сияқты әдемі етіп түсіріп қояды да, ал алып келгенде олай болып тұрмайды. Жаңағы бір фабричный сияқты болып келеді, келгенде самопашив сияқты болып тұрады. Сондай сияқты көп нәрседен ұтылған кездеріміз бар. Негізі андай жаңағы Алла өзі сәтін салып тұрды негізі көп жерде. Енді негізгі мынандай не бар да, сауданың бір ұтатын бір жері бар негізі. Ол айтады, ең бастысы жаңағы бақыттың, жаңағы сауданың бірінші көзі алу емес, беру дейді. Біз мысалға не беріп жатырмыз, мысалға халыққа, сол мақсатты ойлауымыз керек. Екіншіден, мысалға астатықлер болады ғой, оны жаңа 50% жеңілдікпен, дәл болмаса ағайын тумаға таратып тастау деген сияқты бір садақа ретінде беріп тұру керек. Неғұрлым солай бересің, соғұрлым саудада өзінен өзі Құдай 10 есе бере береді ғой, жаңа берсең 10 есе берем дейді ғой, сол сияқты сауданың көзі солай келді деп ойлаймын негізі. Алғанға қарағанда бергенің көп болу керек па? Бергенің көп болу керек. Бергенің сайын ол негізі көбейе береді. Қалай үлкейіп бастадыңыз? Жаңа Дина базарындағы нүктеңізден бастадыңыз. Қазір Көктем базарындағы 3-ші қабаттағы ғой, өте үлкен, иә? Сіздің қазіргі балдәурен дүкеніңізді айтамын, иә? Жаңағы қысқы киімдер, жазғы өте үлкен ғой енді ішінде. Мен сіздің тұрақты тұтынушыңызбын. Рахмет. Қызыма садикке киім іздесем, балаға көйлек іздесем, мен прям ойланбаймыз. Неше жылдан уже біздің үлкені 17 келіп жатыр ғой. Білмеймін, ол кезде алдым, алмадым, білмеймін. Өйткені ол кезде біз ондай көп ақшамыз болды. Ойлап жүрдік. Біз Динаның артынан нормально табатынбыз деп, иә? Одан кейінгі осы кішкентайлардың барлығында сіздерге барамыз. Неге? Ештеңе іздемейміз. Кіргеннен бастап нәске, өзіме керектінің барлығын бір аласында уақыт үнемдейсің. Качество ұнайды. Басқа жерге барып іздеп жүрмейсің. Качество ұнайды. Сосын баламен киім таңдау дейтін негізі оңай шаруа емес. Сол жерде жаңағы сіздердің сатушыларыңызға да Алла разы болсын. Маған осы қызға осы керек десең, осы деп әкеп береді ғой. Сон кигізгенің прям шап-шақ болып, күшті болып шыға қалады да, тек бір сағаттың ар жақ бер жағында полный киім алып шыға саламыз. Сонда менің айтқым келеді да, жаңағы мына кішкентай нүктеден үлкен дүкен ашу дейтін сізге ой қайдан келді, неден басталды жобаларыңыз? Сосын келген әрбір сатушыны қалай таңдап, оларға қалай үйреттіңіз? Оның барлығы еңбек қой. Сол процесті білгім келеді, иә? Негізі айтады ғой, жаңағы Алла, егерде әр адамның өзінің жүретін бағыты бар дейді да. Егерде сол бағытымен жүрсе дейді, Алла жетелейді дейді. Ал енді бағытынан ауысып баратсаң, желкелейді дейді. Сол сияқты бұл Алланың әмірі менен өзі бір желкелеп, өзі сол жерлерге алып келеді. Жаңа айтып отырмын ғой, енді өзіме кәсіп ашамын деп, сол Динадан аштым. Негізі өзім анам Қанстабарды осы көктемнен ашқанбыз, көктем сауда үйінен. Одан кейін жаңағы Динадан өзім ашып, өзімнің немді кішкене дөңгелеткеннен кейін тағы бір қайынапам осы көктем сауда үйі қазір торговый дом болып ашылып жатыр, сол жерден бутиктер алмайсың ба деген ұсыныс тастады. Сол кезде жаңағы ой, бутикте өте ма, ол жерге кіргесін өте ма деген сияқты қорқыныш пайда болды. Негізі былай барғым келген жоқ. Барсам да жаңағыдай маған үлкен бутиктерді жаңағы ұсынып отыр, бірақ мен кішкентай бутик жарайды деп жаңағы қорқақтап алдық. Кейін жаңағы қарап отырсам, мына жаңа Динада кейбір заттарымыз өтпейді. Мен әдемі деп қымбат деген дүниелерді алып келсем өтпейді. Сол қымбат дүниелерді мына бутикке қойсам өтіп тұр. Түсініңіз бе? Яғни мына бутикте кішкене уже жаңағы мысалға мына базарда арзан деп баратын адамдар базарға барады да, маған жаңа дұрыс жаңағы
сапасы жоғары деген жаңағы заттарды іздеген адамдар бутикке барады екен. Содан жаңағы білдім, мына жақта өтпей тұрған сапалы заттарды мына жаққа апарамын, мына жақта өтпей тұрған жаңағы онша емес заттарды мына жаққа апаратын болдым. Сонымен екі ортада жүріп, бір күні екі ортадан да шаршадым. Сосын қараймын, мына нем жаман емес, табыс жақсы әкеле бастады. Сосын мына Дина енді қанша дегенмен далада тұрасың, салқын, ана жер ызғар, жел, жаңағы денсаулығыма да кішкене не болғаннан кейін қой деп ол жерде жауып, сол бір точкам жарайды деген ниетпенен отырдым. Бірақ бір точкада жаңағы халықтың сұранысын әкеле бересің ғой, жаңа айтып отырмын ғой, ең бастысы жаңағы халықтың не керек, не сұрайды, соны әкеліп толтыра берсең болды. Соның керегін тауып берсең болды. Осыны айтамыз, мысалға клиенттеріміз күтіп отырады, сіз қашан келесіз, қашан алып келесіз, осындай болса деп. Соны әкелуге тырыса бердік. Сол әкелгеніміз, сол күтіп отырған клиенттеріміз өздері бірінші жүгіріп келіп алып кетеді. Әрине ондай затты бір адам іздеп жүрсе, бәлен адам да іздеп жүр деген сөз. Сол арқылы жаңағы заттарымыз өтіп жатты. Өтіп жүрген кезде жаңағы тола бастайды, бутикке симай жатамыз, сатымызды қопарып алу да қиын болып кетті. Сосын ойлаймыз, қой мынаны кеңейту керек сияқты. Содан жаңағы біздің қарама-қарсы бутикте бір кісілер саудаларын жүргізе алмады. Кішкене қиналыңқырап жүргізе алмай, оларда да детский сатты негізі. Біздің айналамызда жаңағы балалар киім өте көп болды. Сосын жаңағы қарама-қарсы неден мен ашайыншы деген ниетім болды. Сол жаңағы как раз мен тапсырайын деп жатырмын дегесін, мен де барып жүгіріп жаңағы сұрағанды, онда алам десең саған берем деп жаңағы басшымыз айтты. Сол жақсы болды. Онда мына жерге жаңа туған балалардың киімін қалдырдым да, мына жаққа кішкене садиктен бастап жаңағы жасөспірім балалардың киімдеріне дейін сол жерге ассортимент етіп қоятын болдық. Кішкене кеңейдік, кішкене сол кішкентай бутиктен ана бутикке қойған затымыз толып қалды ғой. Қаншама зат қысылып көрінбей тұрды. Әрине сату да қиын, оны алу да қиын, алғаннан кейін қайтып орнына жинау да қиын. Оның артық заты үйде де жиналып қалған. Сол сияқты нәрселермен жаңа айтып отырмын ғой, бір армандамаймыз да, жаңа Алла өзі солай воля-неволя кеңеюге тура келеді да. Сол сияқты мақсатпенен ары қарай бір емес, екі емес, үш емес, 4 бутик аштық. Сондай себеппенен. Содан кейін 4 бутикті де жаңағы бақылау өте қиын болды. Сондықтан бір күні қарасам, жаңағы канцтовардың бәрін жоғары қарай жинап жатыр екен, және тағы бір бутик кеңінен жатыр. Бос. Ойлап қоямын, мына бутикке менің жаңағы киімдерін бит-бит бөліп қойсам, бір жерден қараған жақсы еді деп қызыға да қарап жүрдім қайта-қайта. Өйткені канцтовар жаңағы сіңілім, анам сол жерде сауда жасайтын. Соларға қайта-қайта барам, барған сайын сол жерде қарап кетем, представлять етіп. Содан жаңағы мына 4 бутикті қарау, бақылау қиын болып кетті кішкене. Сол кезде жаңағы 4 жаңағы касса, 4 жаңағы дүкенші, кімнің қалай не істеп не қойып жатқанын білмейсің, қарай алмайсың бәрін бірдей. Кішкене қиналыңқырап кеттім да, сосын барып не болса да осыны көрейінші деген ой болды. Бір жерге жинап, бір жерден касса қойып, бір жерден жаңағы қарап отырған жақсы сияқты деп. Сонымен жаңағы сондай ойменен сол бутикті аштық. Сосын жайлап мына бутикке адамдар жиналғанша, мына бутиктер жабылған жоқ. Кішкене мыналарды үйретіп алайық, сосын барып жайлап жабамыз деп. Сонымен әйтеуір Құдайдың әміріменен мына ескі зданиядағы 2 бутигімді бірінші жаптым. 2 бутигімді қалдырдым. Сол жапқанның артынша бір бізде өрт болды ғой жаман. Сол 2 бутигімді жаптым, бір аптадан кейін өрт болды ғой жерде. Құдай сақтаған екен мақтап деп шүкіршілік етіп жатырмыз. Енді әрине ол жерде көп нәрсе обал болды, көп адамдарға Құдай өзі несімен берсін дейміз ғой, артында қуанышымен берсін. Әйтеуір содан 2 бутигімізді де жауып, осы үлкен бутикпен тоқталдық қой. Қазір сол үлкен бутикке негізгі жұмыстар жүріп жатыр, Енді сізге сұрақ, мәселен жаңа айттыңыз, менің қасында балалар киім сататын адамдар болды, менікі де болды. Оның саудасы жүрмеді, менікі сіздікі жүрді. Сауданың берекесі неде? Неге біреудің саудасы Дина базарында да, кез келген базарда солай ғой, былай тұрады, бірақ қарасаң шынымен де бір жерде сауда қайнап жатады да, бір жерде дым жоқ болды деп отырады. Неде деп ойлайсыз? Сол бәрі жаңа айтып отырмын ғой, істеген ісің халықтың көңілінен шықпаса, бәрі бекер деген хадис бар. Халықтың көңілінен шығуға тырыссаң болды, ол халық сенің артынан жүгіреді. Өйткені сен оның іздегенін тауып беріп жатсың, ойындағы сапалы дүниелерді тауып беріп жатсың.
сол не қалайды, қандай қалайды, соған қарай жаңа тауарды әкелу арқылы біз клиенттерді жинап алдық деп айтуға болады. Ол мысалға жаңағы бізге сол жерде сауда жүріп жатқанын көріп, сол жерге негізі біздің коридорымызда жаңа балалар киімінен көп киім болған жоқ. Конкуренция үлкен болды деп айтуға болады. Бірақ неғұрлым ол көп адамдар айтады, саған конкуренция емес па деп. Мен айтамын, жоқ, керісінше неғұрлым бұл жерде көбейеді, балалар іздеген адамдардың бәрі осы жерге кетеді. Ол маған жақсы. Деймін ғой. Іздегендер міндетті түрде маған кіреді. Солай емес па? Оның клиенті де маған кіреді, менің клиентім де оған кіреді. Бірақ кімдікі сапалы, кімдің қызметі жақсы, тіпті оныкі менікінен де жақсы болуы мүмкін, бірақ сіз қалай оны қабылдайсыз, қалай оны шығарып саласыз, соған да байланысты. Жаңағыдай ішкірейіп, аласыз ба, алмайсыз ба деген сияқты бір дөрекі сөйлеп тұрған адамдардан ұнап тұрса да алмай кетесің ғой кей кезде. Енді сіз жарайды басында саттыңыз, басында өзіңіз тұрдыңыз, бірақ сіз қазір өзіңіз тұрмайсыз ғой. Иә. Сатушыларыңызды қалай тәрбиелейсіз, қалай оқытасыз, олардың сіз айттыңыз, оқыттыңыз, үйреттіңіз, оның ары қарай жұмыс жасап жатқанын қалай бақылайсыз? Бизнес деген сабаққа бардым. Негізі оңай болған жоқ. Оңай емес, оған білім керек. Уже ары қарай бізге білім керек екенін түсіндім. Оны да бір Құдай жарылқап, бір духовное богатство деген бір Давлатов, Сайдмұрат Давлатовтың сабағына бардым. Оны бір кісі маған айтты, өте керемет, сіз барсаңыз сізге ұнайды ол деп. Мен духовный дегесін, енді маған сол духовный жақ өзіме де жақын болып жүрген, ол кісі де білгеннен кейін айтып тұр ғой. Мен де соны жаңағы духовный богатство дегесін, мен де барып көрейінші деп бардым. Мен сол кезде барғанда ол кісіге өте риза болып, тіпті Құдайға рахметімді айтып, бір көзімнен жас алған кезімде бар. Содан сол жерден бірден ол кісіге мастер-класстарға жазылдым. Одан мастер-класстан кейін 2 жылдық индивидуальный сабақтарына жазылдым. Сондай сабақтардың арқасында бизнес без нас, менсіз бизнесін жүре беретін жүйелер құру сабағын өту арқылы осы бизнесті құрдым деп айтсам болады. Соның арқасында қазір өздері жұмысшылар қабылдайды, өздері тауарларды қабылдайды, өздері жаңағы өзара жиналыстарын жүргізеді, өздерінің маркетингтерін жүргізеді. Қазір мен тек үстінен бақылап отырам, айлық жаңағы отчет о прибылях и убытках дейді ғой, сол сияқты отчеттарын қабылдап отырам тек. Жұмысыңызды жүйелеп қойдыңыз. Мен бұна өмірде түсінгенім, не қалайсың, өзіңнен жаңа запрет қоймау керексің. Сонда ол келе береді. Ал енді неғұрым жаңа өзің қысқан сайын, ол болмайтын нәрсеге шығып кетеді. Сол ақша шығып кетеді. Одан да жаңағы не қалайсың, соны ал, соны же, сол жерге бар. Не істеген келеді, соны бәрін істей беруге болады бұл өмірде. Сол қалаған нәрсемізді алдық, қалаған нәрсемізге бардық, қалаған жерде жүрдік. Ақшамен байланыс. Ақша жетпеген кездер болды ма? Болды, ондай жағдайларда болды. Ол енді қалай шықтыңыз? Нұрлы тал этнопаркін салып жатқан кезде ақшамыз бітіп қалды. Қарызға батқан кездеріміз де болды. Әрине енді құрылыс жүргеннен кейін бұның есебін былай сметасын шығарып жатқанның күнде де ол шын мәнінде по факту ол басқаша шығады екен мүлдем. Сол сияқты кезде бір ақшамыз бітіп қалды. Бірақ әйтеуір Құдай сақтап бізді бір договорларымыз кішкене бір уақытын созып қойып едік, бір жыл бұрын. Сол жақсы болды. Мен әлі 1 жылымыз бар запаста. Жаңағы салып үлгереміз. Сондықтан енді Құдай бізді тоқтатып жатқан шығар. Пока жаңағы осы шаруаларын істей бер, құттай бірдеңе табылса, қосып істей береміз, асығыс ештеңе жоқ. Не болса да, осыған тоқтайық. Енді мына құрылыс материалдарын алып қойған нәрселеріміз бар, құрылыс жүріп жатыр негізі. Сол бітсін, болды, осыдан кейін тоқтат дедім. Сонда жаңағы бір Алланың әмірімен, енді саған бір қызық оқиға болды. Ол кезде карантиннің уақыты. Карантиннен тек жаңа шығып жатырмыз. Енді балдар мектепке бара ма, бармай ма деген сұрақ белгісі тұр. Август айы, тамыз айы, тамыздың бір 5-і ма, сондай басы. Бірақ енді әлі жаңағы не шыққан жоқ.
шешім шыққан жоқ, балдар сабаққа барады деген бұйрық шыққан жоқ. Сонымен біздерде енді констовар аламыз ба, алмаймыз ба, дайындаламыз ба, дайындалмаймыз ба, соның бәрі кедергі болды деп айтуға болады. Бірақ сонда да жаңағы аздап болса да тауып қойып, жинап қойып отырдық енді. Вдруг ашылып қалған жағдайда тауарымыз болсын деген сияқты. Сөйтіп атқан кезде бір акиматтан бір кісілер келіп, бізге жаңағы балдар мектепке барайын деп жатыр. Енді жаңағы отбасылық әлеуметтік жағдайы төмен кісілерге қолдау ретінде акиматтан 15 000 теңгеге сертификат беріледі. Соған сіздерде сертификат бар ма деді. Бізде бар дедік. Сосын маған бір где-то 2000-2500 штук керек деді. Сосын сіздің оған беретін тауарыңыз бар ма деді. Бар дедік. Енді біз андай ар жағын санап тұрған жоқ, қаншаға шығатынын. Өтсе болды. Бір 3-4 миллион болар деп отырмыз. Санап отырған жоқ. Тіпті бухгалтерінде санап отырған жоқ. Соны бір кезде бар дедік, онда сіз маған ертең дайындап қойыңыз деді түске дейін. 2500 штугын. Сосын 2500 дегенде ол сертификат печатать етіп шығудың өзі де уақыт алады екен ғой, масқара. Сол отырғаннан ертесіне түске дейін отырдық қой. Түнімен ұйықтамастан. Түнімен ұйықтамастан. Ана 2500 қық деп шығып болғанша. Сол кезде түсіндіңіз ба? Қандай печат? Печат деген 2500 штук деген азақ нәрсе емес екен, ол азақ шей емес екен. Түсіндік. Сонда біздің счетымызға 37 миллион түсті ғой. Бір күнде? Бірден. Мінекей, сізде үлкен шек деген сол айтуға болады. Сонда таң қалдық. Сен есептеш, дұрыс салды ма бұлар деп артық жіберіп қойған жоқ па деп отырмыз. Сөйтсек ол шын мәнісінде сондай сұма екен. Өзіміз таң қалдық. Мінекей, сол сияқты сосын айтып жатырмын ғой. Менің құрылысты басқарған інім болатын. Ініме айтам. Ақша бар менде. Жұмысымды жалғастыра бер деп. Мінекей, Алла берем десе, Құдай өзі бере салады екен. Соған ең бастысы айтады ғой, тәуекел еткен адамның қасында мен өзім болам дейді екен ғой, Алла. Сол Алла өзі жеткізеді, өзі неғылады. Тіпті мына осындай паркты ашамыз, осындай істейміз деген тіпті шын айтсам, қалай бастап кетті, қалай оны бітіріп кеткенімізді өзімізді білмей қалдық деп айтуға болады. Дәл осы жерде сол Нұрлытауды сұрағым келіп отырған. Жоба мектепке бардыңыз, көрдіңіз, тыңдадыңыз, естідіңіз, енді ол ойда тұрған идея, оны қағазға түсіру керек. Оған қаншама ақша? Ол бюджетті ойлаған жоқсыз, сіз осылай салам, өстем қағазға сыздыңыз. Сосын бүйтіп қарасаңыз еркін қалада тұр ма екен? Қалай болды өзі? Ол өте қызық. Бұл Нұрлытаудың тарихы деп айтамыз ғой біздер. Бұл негізі ойда жоқта шығып кеткен тарих. Негізі айтып отырмын, балалар киімін тігуді бастадым деп, мен сол бойынша грант алғым келді. Грантқа документтер тапсырып, бизнес план құрып, тапсырып болғаннан кейін бір 2 апта бұрын тапсырдық, және бір күн қалғанда маған айтады, сіздің документтеріңіз ішінде атамекеннің сертификаты жоқ екен дейді. Мен айтам, сертификат менде басқа бар. Именно атамекендігі жоқ деп. Соған байланысты сізді қатыстыра алмаймыз дейді. Бір күн қалғанда. Ал ашуым келді сол кезде. Барып атамекен палатасына жүгірдім сосын. Сосын барып айттым, осындай да осындай, маған неғып отыр, неге ертерек айтпайды, деп шағымды айтып отырған кезде, менің мына паркты негізі мен суретке салып қойған едім. Генплан сияқты суретін салып, бояп, ол жерде тек қана киіз үй, Алтыбақан, сосын брусчаткілер ойыланған. Сондай нәрселер ғана бар. Атымыз бар, неміз бар деген сияқты. Басқа ештеңе жоқ. Ол жай арман. Жай соны бір қазақылыққа, бір өзімнің бір патриот сезім апарып тұрма, әйтеуір сол сурет салып қойған едім. Сол ойда жоқтан аның ішіне шығып кетті. Атамекенге барып әңгіме айтып отырған кезде. Әңгіме айтып жатқанда сол шығып кетті. Шығып кеткенде, мынау не зат деп олар қызығушылық танытты. Мен айттым, бұл болашақта парк дедім. Ұлттық этнокарбон парк ашқым келеді болашақта деп сөйден. Мынау деген нағыз инновационный жоба, бұл әлеуметтік жоба, сен жарқыра деген бағдарламаға қатысуың керек деп, мен сол жерден бірден жарқыраға звондап, телефон соғып,
хабарын білді, бірақ ол жерде де жаңағы ол жерде де грант бар екен. Ол грант уже ойналып, адамдар оқытылып жатыр екен. Оған уже кешігіп қалдыңыз деді. Және сіз егерде бұған қатысатын болсаңыз, келесі жылы қатысасыз, және бұған да атамекеннің сертификаты керек дейді ғой. Сонымен не керек? Не болса да сізге оқып алу керек деген ұсыныс тастады. Мен де түсіндім, енді не болса да бұл сертификатсыз өтпейтінді. Сонымен жақсы деп келістік, бірақ айтады, осы 2 күннен кейін ол басталады деді. Оқып алыңыз деді. Сосын жақсы деп олардың кеңесін тыңдап, соған тіркелдім. Сонымен бардым. Барған кезде Алланың әміріменен не жасады? Оқыдыңыз, иә, жаңа атамекенге? Оқып жатырдым. 2 күндік сабақ болды ол жерде. Сонда бірінші күні сол нелер келді. Жер қатынастар бөлімінен қалай жер алуға болады, бизнеске, немесе жеке меншік деген сияқты сұрақтарға жауап беретін мамандар келді. Және өздерінің жаңағы осылай бизнеске қалай алуға болады, қандай жолдармен алуға болады деген сияқты ұсыныстарын, сондай жеңілдіктерін айтып жатты. Сосын қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жекеге шығып айтсаңыздар болады. Сонымен жаңағы минуттық перерыв болған кезде мен өзімнің қызықтырған нені айтып үлгердім ол кісіге. Ол да менің ойымды қызықты ма, өзінің бар кеңесін айтты. Сонда мына кісі айтқаны маған өте жақсы ұнады. Сіз қазірден бастап арызыңызды жазып қойыңыз жерге деді. Өйткені жер алу процесі өте қиын деді. Және ұзақ уақыт алады. Оны сіз ары кетсе 5 жылда жерді алатын шығарсыз деді. Дедім де, сосын шын мәнісінде онда жер алатын болсаң, қазірден бастап жазып тастау керек екен ғой деп. Сосын ол кісі айтты, тағы бір кеңесі, жақсы кеңесі, жазатын болсаңыз, сразу 5 жерге жазыңыз деді. Біреу болмаса, біреу міндетті түрде қабылдайды сізді деді. Сол айтқан кеңесі өте жақсы болды. Дәл сол кісінің айтқанымен жүрдім. Арызды сол көп ұзамай, бір айдан кейін, 1-2 ай мен оқуға барып келдім Даулаттың оқуына. Содан кейін барып көрейінші, заявлениемді жазып көрейінші арызымды деп жаздым. Бірінші арызым енді мына біз сауданың адамымыз ғой, тек қана айтып отырмын, ала дорбаны арқалап кеттік болды. Сонымен сауданың қыр-сырын үйреніп кеттік, өмір өзі үйретті деп. Ал енді бұл жолында мысалға арыз жазуды білмейді екенмін. Арызға нені айту керек екенін, нені тіркеу керек екенін шын мәнісінде білмейтін сауатсыздығымды сол жерде байқадым. Бірінші мен бірден жазған жоқпын. Бірінші біреуіне жазып қарадым. Бер жағында ол кісі айтты, өзі мынаған жазасың, мынаған жазамыз. Содан кейін мынаған жазасың, болмаса мынаған жазасың. Сол кісінің жолымен жайлап жаза бастадым. Біріншіден отказ келді. Қандай себептермен? Мынандай себептермен. Ол себептерін толықтырдым. Келесіге жаздым. Келесіге жазғанда ол да мынандай себептермен сізді қабылдамаймыз деді. Солай осы кісілердің менің минустарымды көру арқылы, ол минустарымды толықтыру арқылы мен соңында облыс әкіміне жеттім. Ол кезде Нұрлан Ноғаев болатын. Сол кісіге баратын кезде маған хабарласты туризм басқармаларынан. Сіз деген облыс әкіміне бара жатыр екенсіз ғой, қандай немен? Сіздің арызыңызда мен уже арызды дұрыстап жазғам. Туризмді дамыту, әлеуметтік жоба, тағы не, сондай рухани жаңғыру. Ключевой сөздерді қолдадым қостым. Оның басында не адрес жоқ, не маған жер керек деп жаза салғанбыз, тек болды. Паркке жерде, ол парк, ол қандай парк? Алма бағының паркі ма, әлде адамдар жүретін парк па мысалы, оның ешқандай несі түсіндірмесі болмаған. Сондықтан сауатсыздығымды сол жерде байқадым, ол әр түсірінгеннен сабақ алып, одан толықтыру арқылы керісінше сол неге барғанша өзімді дамытып барған екенмін. Сонда мына кісі менен сұраған кезде, как раз оқуымда құндылықтарыңызды жазыңыздар деген, осы мысалға сіздің бизнесіңіз немен құнды дегенде сол өзінің бір бағыттарын жазып дайын отырған едім. Сол как раз телефон соғып қалды. Телефон соққан кезде алдымда жатқан сіз қай бағытта деген кезде осы құндылықтарымды оқып бердім. Ана кісінің енді қызығушылығы артып кетті. Біз осындай кәсіпкерлерді таба алмай жүредік. Бізге туризмге осы ұлттық құндылықтарды көрсететін, дәріптейтін кәсіпкерлерді таба алмай жүрміз. Немесе біз ұсынсақ, ешқайсы оны қабылдамайды.
деп жаңағы менің осы нені жаңағы идеям, жобам оларға қатты қызықтырып, біз сізді қолдаймыз, сіз міндетті түрде жаңағы облыс әкімінің кездесуіне келіңіз, біз сізге қолдау көрсетеміз деді. Сол сөздері маған одан сайын қатты ұнады, және барған кезде шын мәнісінде мен жаңағы құндылығымды тағы да анжыға барып оқи қойдым. Облыс әкімінің қасына да барып қарасам, енді шама адам жиналып тұр екен жерде, шын мәнісінде келгенде оқымасам сасып та қалады екенбіз, ондай жерге ортаға барып көрмеген адамдармыз ғой. Сонымен не керек, құндылықтарымды оқып беріп едім, ол жерде жаңағы облыс әкіміне де ұнады. Сөйтіп мынаны міндетті түрде қолдауымыз керек, бұған жер қарастыруымыз керек, туризм басқармасы сіздерге тапсырамыз, сіздер осыған жер тауып беріңіздер деді. Сонымен бұлар былай іздеді, негізі жер таба алмады. Одан жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан жерлер бар екен, бөлінген. Сол жерден жер алуға бола ма деп бұлар Астанаға барып, сол жақтан рұқсат сұрап, солай маған мүмкіндік туризмді дамыту бойынша жаңағы әлеуметтік жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасы деген сөздері кішкене білайт еткен болар. Соның арқасында маған жер қарастырылатын болды әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан. Біз сол жерді өзінің әлеуметтік корпорациясының өзінің бағалары бар екен, оларында сол бағаларымен сатып алдық. Одан кейін жаңағы өкіметтің өзінің несі бар ғой, кадастровый номермен өзінің жердің құны бар, оны жаңағы 10 жылға созып бөліп төлейтін қылып алдық. Сонымен қазір жайлап төлеп жатырмыз. Сонда Нұрлы тау жекеменшік өзіңіздікі ма? Жекеменшік өзіміздікі. Мемлекеттен қолдау болды, жаңа гранттарға қатыстыңыз ба? Жаңа сіз ең бірінші жерге дейін, әкімге дейін қанша уақыт жүрдіңіз? Жерге дейін қанша уақыт жүрдіңіз? 5 жыл кетті ме сол? Әкімге дейін мен 3 ай жүріппін. 3 айда жаңағы 4 жерден отказ алып, 5-шісі шыңдалып десеңізші. Шыңдалып, 5-шісінде жаңағы қолдау таптым. Ал жер алу процесі оңай емес екен. Ол жаңағы қараңдар деген күнде де жерді 1 жыл қарадық деп айтсақ болады. 1 жылда тек 4 түрлі жер көрсетілді. Бірақ бізге ұнамады. Біріншісі ұнамады, екіншісі жаңағы ол сол бағытта емес, назначениесі бөлек деген сияқты. Тағы бір жерлер сотталған жерлер болды, ол жер әлі шешімі шықпаған деген сияқты. Бізге бұйырмады өзінен өзі, бірақ ол жерлерден көрі біздің қазіргі алған жеріміз 10 есе артық деп айтуға болады. Ең соңында осы жерден басқа жер жоқ алған деген кезде мен айтам, ойбай, осы жер маған жақсы деп. Бұл жер жаңағы кішкене мәйіттің қасы деп жұрттар қашады деген сияқтыға келтірді. Мен айтам, керісінше бізге мәйіттің қасы тыныш болады. Ол жақсы, бізде ондай қатты шуламаймыз ол жерде, бәрі жақсы болады деген. Ата-бабамыз да бір аунап риза болып жататын шығар, керісінше деген сияқты неменен қабылдадық. Әйтеуір Алла сол жерді бізге бұйыртты деп айтуға болады. Сонда үкіметтен грант, субсидия деген сияқты үкіметтік қолдаулар ешқандай болған жоқ, иә? Жоқ. Біздер жаңағы айтып отырмын, Балдәурен дүкенінің саудасының арқасында ол жер салынды. Табысты алдыңыз, осында қойдыңыз? Иә. Табысталдық, салдық, қанша болатын, ол жетте ма, ол жетпей ма. Негізі біздер ең бірінші бизнес план құрғанда 28 миллионға бизнес план құрған екенбіз. Кейін ол жаңа айтып отырмын ғой, жер алу процесінің өзі 1 жыл жүрді. Одан СПК-мен договор құруының өзіне 1 жыл жүрдік. Өйткені договордың өзінде де келісімшартта көптеген пункттері бізге ұнамады. Бірақ әйтеуір мына үкіметте бізге жаңағы біздің сөзімізге келісім жасап, жаңа юристерді ортаға салу арқылы, мына договор деген ең бастысы жаңа мықты болу керек, түсінікті болу керек, екі жаққа да тиімді болу керек. Ондай нәрселердің бәрін оқығанның арқасында және мына юристердің арқасында оны түсіндік. Енді үлкен жобаны бастайтын болып жатқаннан кейін бұл жерде жеңілдікте қалуы мүмкін, ұтылыста қалуы мүмкін, сондай сияқты нәрселер болмасын деген ниетпенен әрине біздер жаңа юрист жалдадық, 1 емес 2 юрист жалдадық. Соның арқасында біздер бірнеше жаңағы тараптарына өзгерту енгіздік. Әрине ол өзгертудің өзі де оңайға түскен жоқ. Әрқашан жаңағы хат жазамыз, оны ұсынамыз, одан кездесеміз, одан оны қарастырамыз, мынаны келісеміз дейді, мынаны келіспейміз дейді. Сонымен әйтеуір оны еще жаңа өздерінің совет директоры дейміз, отырып талқылаймыз дейді. Оның бәрін шешімін күтіп отыруменен 1 жыл өтті деп айтуға болады. Соңында әйтеуір
өзгертсеңдер өзгертіңдер, өзгертпесеңдер онда кетеміз дедік. Тіпті сондайға да келдік. Бірақ әйтеуір соңында әйтеуір былай ғана өзгерте аламыз, енді басқаны өзгерте алмаймыз деп әйтеуір бізге де навстречу шықты олар. Алла разы болсын. Жалпы сома қанша теңге кетті Нұрлы Тал паркін? Басынан бастап айтамын, 0-ден құрылысы бар. Сіз енді кәдімгі таза жерге салдыңыз ғой, ештеңе жоқ. Таза жерде алып, фундамент дейміз ғой, барлығынан бастап, әрбір деталіне дейін салдыңыз ғой. Қазіргі таңда біздер, мысалы үшін Атырауға қонақ келген кезде, бізде Нұрлы Тал бар деп апара аламыз, сондай бір керемет туындыңыз, жаңағы сіздің қағазға жазған, қағазға суретпен салған нәрсеңіз қазір кәдімгідей біз барып жүрген паркке айналды ғой, саябаққа. Арманыңыз ақиқатқа айналды. Қанша ақша сома кетті? Негізі енді құрылыс біткен кезде 282 миллиондай ақша кетті. Одан басқа енді қазір тағы да қосылып жатыр. Енді 300 миллиондай кеткен болар деп ойлаймын. Бірақ соның басында сізге 300 миллион кетеді десе, сіз қой дейсіз ғой, Жоқ, басында сол айтып отырмын ғой, біз 28 миллионға бір бизнес план жасадық. Біз бизнес планымыздың өзі 3 түрлі өзгерген. Ең соңында сол 282 миллионға не қылғанбыз, соған неміз қаражатымыз жетті, жетпеген жерін Құдай жеткізді. Солай әйтеуір соны әйтеуір түбінде жаңағы кішігірім қарыздарды алған кездеріміз болды. Бірақ әйтеуір сол қарызды береміз деген уақытынан бердік, бұрын бердік, әйтеуір соған да шүкіршілік еттік. Әйтеуір шүкіріміз қазір енді. Өз-өзін ақтап жатыр ма? Кіру тегін ба? Жалпы Нұрлы Тал этнопаркінің негізгі көрсететін қызметтері қандай? Кім бара алады, қалай бара алады, қандай қызметтер көрсетесіздер, бағалары қандай? Кіру негізі тегін, басында негізі біз ақылы жасаймыз дегеніміз, басында ақылы да болды. Бірақ енді паркке деген болғасын ашық болмай ма, сосын көбісі мына басында әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялары бізде осындай жоба жүріп жатыр, осындай проект салынып жатыр деп бізде деп айтқаннан кейін ол мемлекет салынып жатқан сияқты болып көрініп кетті халыққа. Сондықтан жаңағы біз ақылы түрде қойған кезде халықтар жаңағы өзінің наразылығын тудырып, жаңағы біраз әңгімелер айтып, жаңағы не қылғаннан кейін біздер қайтып оны паркта ашып жібердік. Негізі ол халыққа тиімді еді. Бір ақшаны төлеп, бәрін тегін тамашалап шығуына. Кейін тіпті біз ашып жіберген кезде де, жаңағы басында ақшалай кіріп, бәрін тамашалап көрген адамдар, анау да ақша, мынау да ақша ма енді деген сияқты. Қазір енді мысалы кейбіреулер солай сөйлейтін. Бәйтім енді сендер өздерің ғой. Ход платный деп жыладыңдар. Енді бөлек енді әрбір ойын алаңын бөлек ақша ғой енді. Енді бөлек-бөлек төлеуіңіз керек деген кезде уже тағы да возмущение етіп отыр да. Сосын жаңағы мына өкіметтік емес па деген сияқты сөздерде көп айтылатын болды негізі. Жаңағы оны біз кәсіпкер дегенге оны ешкім сене бермейді. Өйткені ондай соманы мысалы қалай табасың екінің бірі мысалы жай кәсіпкер таба алмайды деп ойлайды негізі. Оның бәрі жаңағы енді Балдәуреннің арқасы, халықтың көңілінен шыққан ісіміздің арқасы. Ол жерден 20 шақты жұмысшы жұмыс жасады. Соның арқасында осындай жетістікке жеттік деп ойлаймын. Алланың қолдауымен, қорғауымен тіпті осындай сома кетеді деп, сондай сома бірден қолымызда болған жоқ шын мәнісінде келгенде. Бірақ әйтеуір біз жаңағы өкіметте соның бәрін сұрайды, бәрін бизнес планда қандай сома кетеді, сметасы қандай, оны ақшаны ертең қайдан табасың, кімнен аласың деген сияқты сұрақтар. Сол енді өзіміздің табысымызды көрсеттік, депозиттегі ақшамызды көрсеттік, одан тауарымызды көрсеттік, солай арқылы біз ертең мұны толықтырамыз, жетпеген жеткіземіз, әлі бізде осыны жақтан береді деген сияқты сендірдік. Әрине бәрін құжат түрінде сендіресің, ол өкімет жайдан жай ешкімге бере қоймайды. Жалпы айтамын ғой, енді сол Аллах жетеледі дегеніңіз прям шынымен де бұл жерден көруге болады. Айтады ғой, шынайы мұсылман Аллаға тәуекел етеді де әрекетін жасай береді дейді ғой. Мына сіздің сөзіңізге қарап отырып, шынымен де басында 28 миллион деп жоспар құрып, 282 миллионға шығады деп егер сізге айтса, ойланам дейсіз ғой, Біз тіпті жаңағы армандағыш болып кеткенбіз ғой. Бұл жерде біз тіпті 2 этажды жаңағы ғимарат салып, біреу айтқан біз әртүрлі кеңес айтатындар көбейіп кетеді ондай кезде. Сен салатын болсаң, біратала салып ал, не салың деп, бәрін сал дейді ғой жаңағы. Жайлап шетінен бастап салай бересің деп. Оның бәрін салып алып барып көрсетеміз ғой, жаңағы смета шыққанда 1,5 миллиардқа шығарып жіберді ғой. Ана соманы көргенде шошып кеттік, жаңағы жолдасым вообще шашы бетті тік тұрып жатыр. Есің дұрыс па деп, жаңағы ертең сен бұны істей алмасаң қалай істейсің деп, шын мәнісінде де жаңағы ойбай деп қайтып бизнес планды өзгерттік қой. Полный қайтып өзгертіп,
сосын жаңағы өзіміздің ақшамыздың несіне қарай салдық тек қана. Керемет. Нұржан ханым жаңа айтып жатыр, жолдасыңызбен ақылдасасыз, иә? Біз әр кезде сізбен осылай сұхбаттасқан кезде сіздің жұмысыңызды, сіздің бағытыңызды айтамыз да, отбасылық жағыңызға келген кезде көбінесе не істеп қаламыз. Білмеймін, или біз сұрамаймыз ба, или сіз айтпайсыз ба? Иә. Отбасылық жағдай қалай таныстыңыз? Жалпы мен ойлаймын, осы сіз жарқырап айтып жүргенмен оның ар жағында үлкен бір отбасында қолдау тұр. Жолдасыңыз туралы, отбасыңыз туралы сөз болса? Иә, жолдасым енді әрине оның қолдау болмаса, оның жаңағы демеуі болмаса, мен еркін сауда жасай алмас едім деймін біріншіден. Әрине оны тек қана жолдасым емес, жаңағы енем де қолдады, бірінші жаңағы орын тауып берді деп жатырмыз. Тіпті сол жерде отырғанда әрине салқын қимасына дейін, сорпасына дейін алып келіп жататын енеміз. Сау болсын, Алла разы болсын. Сондай қолдауменен, сондай қорғауменен әрине менің бизнесім, айтады ғой жаңағы сенім деген адамға қанат қақтырады деп. Сол сияқты мына жолдасымның сенгені, отбасымның сенгені мен жаңағы ұшуыма қанат қақтырды деп айта аламын. Және де мына бизнесті бастайтын кезде мына әсіресе мына Нұрлы Оталды жолдасымның жаңа үкіметпен байланысқанда өте сақ болуымды, келісім шарттарды құрған кезде жаңағы айтады ғой подводные камнелар бар екенін ұмытпа деген сияқты сондай нәрселерді менен гөрі жақсы көрді деп айтсам болады. Және сондай кеңестерін айтып, анда мында өзі жаңағы көрсетіп, ертең бүйтіп қалмай ма, ертең сөйтіп қалмай ма деген сияқты жаңағы барлық нәрселерге өзін кеңес беріп отырды. Соның арқасында біз айтып жатырмыз ғой, көптеген пункттерді, жаңағы тарауларды өзгерте алдық. Тіпті жаңағы екінші біздің юристіміз келген кезде, жаңағы бізде бірінші юристіміз болды, кейін ол Алматыға көшіп кетті, кейін сосын екінші юристті жалдадық. Ары қарай да бизнестің соңына дейін құрылыс біткенше бізге юрист болмаса, шын мәнісінде біз айтып отырмыз, біздің білмейді екенбіз. Біз жай саудагер адамдармыз ғой. Бұл салада өмірімізде жүріп көрмеген, документально жұмыс жасап көрмеген, шын мәнісінде. Сол кезде жаңа юрист бізге үлкен көмек көрсетті, және жолдасымның осындай юристік көзқарасы бар екенін байқадым. Және сондай жаңағы бәрібір подводный камняларды ертең бүйтіп кетпесін, ертең сөйтіп кетпесін деген сайын мен оны барып жаңа юристіме айтам, юристіме айтсам, оны да жазуымыз керек онда деп, жаңағы даже юристімнің санасына келмей тұрған нәрсені жолдасым айтқанда мен таң қалдым. Бұның жаңа юристік өзінің көзқарасы бар екен. Солай әрине сондай жан-жақтан айтудың арқасында өзімізді қорғай алдық, қолдай алдық. Бірлескен жұмыстың нәтижесі деп тұрсыз ғой? Әрине. Енді ақтап жатыр ма қазір Нұрлы Отал өз-өзін? Нұрлы Отал енді қазір ақталып, енді өзінің сондай деңгейіне әлі жеткен жоқ. Өйткені бұл Нұрлы Оталды біздің жаңағы ойлаған мақсатымыздың 30% құрылды деп айтуға болады. Әлі 70% онда жұмыс бар. Өйткені біз бүкіл қазақтың салтын, дәстүрін, тарихын, мәдениетін осы жерде жазғымыз келеді. Соның ішінде біз батыс өңірінің, өйткені бұл этнопарк, мысалы қазір мен бұл жерде ашқанмен, бұл батыс өңірінің өткенде біздер батыс өңірінде көбінесе кіші жүздер ғой. Бір ұлттық кабинамызды әсемдедік, сол жерде кіші жүз руларын ғана қойдық. Басқа руларды қойған жоқпыз. Өйткені неге? Өйткені бұл батыс өңіріндегі этнопарк. Енді біз бұл жерде жаңағы батыс өңірінің тарихын жазғымыз келіп отыр. Өйткені бүкіл қазақтың тарихын жазу мүмкін емес. Бұл жерде қандай ғұламалар бар, қандай тұлғалар бар, мысалға өзінің орнын көрсетіп кеткен, қандай хандар бар, батырлар бар, билер бар. Және бұл жердің әр жердің салты басқа, иті қара қасқа дейміз ғой. Сол сияқты батыс өңірінің салты қандай деген сияқты нәрселердің бәрі жазылу керек. Ол жазғанда сіз оны кімдермен бірлесіп жазып отырсыз? Этнографтар, тарихшылар кімдерді жаңағы? Бұл арнайы жоба болып тұр ғой демек. Бұл жоба бағытында кімдер жұмыс жасап жатыр? Бұл жобаның артында біз енді ғалымдарға көбінесе ұсындық, бірақ ғалымдар әлі оған кірісе қойған жоқ. Бірақ енді кірісеміз, бізді көрсетеміз деген сияқты нәрселер адамдарымыз бар. Бұйырса солармен бірлесіп жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Егер сізге жаңа қызығушылық танытып жатырса, келуге болады ғой? Егер жаңағы жастар осы бағытта ізденіп жүрген, келіп өзінің жаңағы тарих. Мысалға, мен айтам да, тарихшыларға мен бір айтқам, бірақ әркім жаңағы бұлай негізі мынандай көп нәрсені адамдар түсінбейді, ол ар жағында не тұрғанында, мысалға, бұл өмірлік, мәңгілік бір өздерінің қолтаңбаларын қалдыру. Мен айтам, мені жазбай қой жерге. Автор кім?
осы нені жазған. Сіз болып тұруыңыз керек. Ол кім? Маған бірақ оны істегенде де тегін жасау керек. Ол сіздің қолтаңбаңыз, сіздің бүкіл үрім-бұтағыңыз келіп қарайды бұл жерде. Солай емес пе? Сіздің кітабыңыз үйде тұр, жақсы библиотекада тұрған болар. Ал бұл жерде жоқ ол. Мысалға. Ал бұл жерде мысалы екінің бірі келеді, екінің бірі көреді. Әсіресе балалар көп келеді бізге мысалға. Мектептен, жаңағы оқу орындарынан экскурсияға деген сияқты. Сондай балдар мысалға сондай қолтаңбаларын, жазбаларын, өзінің аталарынан қалған нелерді көріп қалса, қандай мәртебе. Енді Гүлжан ханым, жаңа сіз сөз басында айтып қалдық, бизнес-тренер. Сіздің менторствоңызға кімдер келе алады? Кімдер оқыды, қанша адамға оқыттыңыз, қаншалықты пайда болды, кері байланыс, отзыв, кейс дейтіндер бар ғой? Біз негізі бизнес-тренерлікті мен өзім оқып тренерлік сертификаттарымды алдым. Отбасы, мен қазір көбінесе біздер мынандай немен келеді. Әртүрлі ұсыныстармен келеді бізге. Мен негізі өзім қазір қалай бару керек? Сізге қалай хабарласа алады? Біздің жаңағы этнопаркке келіп, өздерінің неше түрлі шараларын ұйымдастырады. Сол жерде мысалға бізде мынандай нәрселер болады. Мысалы бизнес саласындағы кісілер болса, бизнес бағытында бизнес тренингтер өткенін қалайды. Ол жерде әрі демалыс алады, мысалға тимбилдинг ұйымдастырылады, бизнес тренингтер жүреді, және ас тағамдары болады, жаңағы тіпті бір күндік емес, 2 күндік лагерлерде үлкендердің арасында да болады, сол жерде қонып жатып та істейді. Сол сияқты бизнес бағытында керек па, кейбіреулер жаңағы отбасымен келіп демалуға келеді. Сондай кезде біз предлагать етеміз. Бізде отбасылық тренинг бар. Қаласаңыз, мысалға, балаңыздың, келініңіздің бір нәрсе оқып кеткенін қалайсыз ба? Мысалға. Керемет идея. Сондайларды, мысалға, түсінген адамдар, ой, маған сол как раз керек еді, балам айта алмай жүретін жақсы болды деген сияқты. Бір баласы бар, мысалға, өзінің мамандығын таба алмай жүр, мысалға, орнын таба алмай жүрген балдары бар, бірақ біз баламызға айтқанда бір баламыз тыңдамайды ғой, еркелейді, қанша дегенмен үйдің несі басқа да, ал басқа адамның айтып жеткізілуі мүлдем басқа. Керемет екен. Сол сияқты нәрселерде біз сондай өзіміздің тренингтерімізді сол жерден жүргіземіз. Кейбіреулер тіпті бізге келесіз ба деп шақырып алатындар бар. Соларға да барып бизнес тренинг сабақтарымызды өткіземіз. Сіздің негізгі жаңа дәріс алып, қарапайым саудадан, мындай үлкен белеске шығуыңызға бірден бір себепкер болған Давлатов болып тұр ғой, сонда? Әрине, ол Давлатов деген енді менің жаңа бизнесімнің жүйелі жұмыс жасауына және өзіңді жаңа шектеп қоймай қарқынды дамуына, негізі адамның одан бөлек білімге қаншалықты қайдыңыз, қайдан білім алдыңыз деп жатқан. Мен бизнес тренер, мен сіз түсінем, опытыңыз бар, тәжірибеңіз бар, сіз өз тәжірибеңізден айта аласыз, өзіңіздің құндылықтарыңызды бар. Енді біреуге бір нәрсе беру үшін сіз бір жақтан алдыңыз ғой, ол оқу білімді. Соны сұрағым келіп отыр. Жайдан жай келмейді. Әрине, мына Давлатовты айтуыңыз өте орынды, өйткені сол кісіден көп сабақ алдым деп айтуға болады. Өйткені ол кісі жай тренер емес, ол рухани тренер. Ол рухани тренер. Ол маған сол жағымен өте қатты ұнады. Сондықтан жаңағы бұл табыс табу мақсатында жаңағы бірінші мақсатқа ақша қоймау керек екенін айтады. Бірінші мақсат жаңағы халыққа пайдалы болу. Жаңағы халықтың жаңағы айтып отырмын ғой, көңілінен шығу. Сол мақсатта ғана қызмет етсең, елге қызмет ету, служить народу деп айтады ғой. Сол сияқты сондай бағытта сен не істей аласың? Соның бәрін істей беруге болады. Ал енді сондай істейтін кезде саған ешкім шектеу қоя алмайды. Және айтып отырмын ғой, жаңа тәуекел еткен адамның қасында Алланың өзі болады деген сияқты. Маған жаңағы идеяңыз қатты ұнап қалды. Балаң үлкен, сені тыңдамайды, давай барып, мен сізбен алдын ала келісіп қойдым Нұрылталға. Пятница күні мен отбасымен демалып тамақтанайын деп едім. Шай ішуге барамыз деп айтып, апай саламатсыз ба деп айтып күшті айта алмай жүрген әңгімеңді, енемен келіннің арасындағы байланыс, ана мен қыздың арасындағы, ол жерге барғаннан кейін қаста осындай ойын ойнайық деген секілді қойса да керемет екен. Мен бұрын бұны білмеппін. Өте керемет екен жобаңыз. Мен ойлаймын, қымбатты көрермен, егер дәл осы Нұрлытау этнопаркіндегі қызметтерді алғыңыз келсе, мына жерде қазір біз байланыс номерлерін, инста парақшаларын белгілеп қоямыз. Міндетті түрде соған хабарласып барсаңыздар болады. Ұлттық құндылық, тәрбие тал бесіктен басталады. Отбасындағы құндылықтарды, бір шай басында отырып, отбасының барлық мүшесіне керек жаңағы тәрбиелік нелерді тренер сабақтарын өткіземіз. Ол жерде жаңағы балаға да байланысты, ата-анаға да байланысты, келін мен енеге де байланысты сабақтардың бәрі жүреді. Ол жаңа әсіресе 4 қолаң түгел болсын деген сабақ, әрине мына
айтады ғой, 4 құбылаң түгел болса төбедегі келеді деп. Ол 4 құбыласы түгел адам, ол кемел адам деген сөз. Яғни ол 4 құбыласында түйіндей алған адам, толтыра білген адам, түгел болсын деген сөз, ол түгелдеу керек деген сөз. Соны мысалға қалай түгелдеу керек, қалай отбасын құндылықтарын түгелдеу керек, қалай денсаулығымыздың нығайту керек деген сияқты жолдардың бәрі айтылады. Ол балаға да керек, ата-анаға да керек, жаңағы бауырға да керек деген сияқты барлық адамға, бизнесменге де керек. Керемет екен. Енді бұл қаншадан басталады, бағалары қандай болады, кімдер бара алады? Мәселен, жаңағы бизнес тренер, енді ол өзі ұйымдастыр, тек отбасымен келді, ағайын тума-туыстың басы жиналды, тек той емес, тойға дейін осы жақта бір осындай жақсы жер жиналып қойып едік деп барса да, бір адам бір пайдалы нәрсе алып кетеді ғой? Иә, біз енді сол қолжетімді баға болсын деп, мысалы бізде 10 адамнан жоғарыға 2000 теңге бар болған адам басына алып отырмыз. Мәссаған. Иә. Ал енді жеке жаңағы консультацияларым, жеке жаңағы өзім немді өткізсем дегені 10 000 теңге. Өте арзан баға. Өйткені бізге ең бастысы ақша емес, біздің қазағымыздың санасы өссе дейміз, ұлттық құндылықтар, жаңағы отбасылық құндылықтар сақталса дейміз. Сол бағытта қызмет етіп жатқаннан кейін ең бастысы біздің осы құндылықтар халыққа көбірек жеткені маңызды. Қазір бір осы бағытта тектілік бағдарламамызды ашып отырмыз Атырау телеарнасынан. Сонда да осы бізде тектілік өнегелік оқу орталығының жаңағы тренер сабақтары сол жерден шығып жатыр. Сол сабақтың жүйесінде тектілік бағдарламасы құрылды. Сол жерде жаңағы қысқаша әрбір жаңа тақырыбымызды сол жерде талқылап өтеміз. Керемет. Енді сіздің ойыңызша, сізге де көптеген адамдар келеді ғой. Адамдарға қазір не жетпей жатыр? Қоғамға не жетпейді? Қоғамға негізі кешірім мен мейірім жетіспейді. Кез келген адам баласында сол кешірім мен мейіріммен қараса, өмір жақсы бола береді. Жеңіл болады дейсіз. Иә. Тіпті дейді, кешіре алмайтын, кешірмеген жерде дейді, мейірім де жоқ дейді. Негізі мына Алла бізді мейіріммен жаратқан ғой. Алла аса қамқор, ерекше мейірімді деп жатамыз ғой. Бізде сондай болуымыз керек. Қолымыздан келгенше бірімізге жақсылық жасаудан жалықпауымыз керек, жақсы сөз айтудан жалықпауымыз керек. Сонда ғана адамдардың көңілі толады да. Қазіргі заманның көп нәрсесін мен сіздерге айтайын, неліктен дегенде ғайбат деген нәрсенің сөзінің астарын түсінбегендіктен деп ойлаймын. Қазір мысалға біздер дейді, күнде дейді ғайбатты былай сапырып отырсыңдар дейді. Әрбір ғайбат дейді, бір сауабыңды кемітіп отырады дейді. Ал біз қаншама сауабымызды бүйтіп төгіп тастап отырмыз. Бұл не деген сөз? Мысалы ғайбат деп, мысалы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыз қасында келе жатқан кезде айтқан ғой. Айша анамыз айтыпты, мына қызды қараш, бойы қысқа екен, көйлегі ұзын болып барадыр екен. Ұзын болып жерге тиіп бара жатқан ғой. Соны айтқан кезде жаңағы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтыпты, Айша түкір деп. Түкіріп қалса аузынан бір ет түсіпті, сасық ет. Сонда жаңағы бұл не деп шошып кеткен кезде, жаңағы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұл деген өлген бауырының еті депті. Сонда жаңағы анамыз қандай жиіркенішті деп андай шошыған ғой, иесі деген өлген адамның енді түсінесіздер ғой қандай боларын. Сондықтан оның Алланың әмірімен аузына салып тұр ғой енді. Сонда жаңағы қандай жиіркенішті дегенде жаңағы Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтыпты, біреудің сыртынан айтылған әңгіменің бәрі дәл сондай жиіркенішті деп. Енді біз былай қарағанда ол қыздың шынында да бойы қысқа, көйлегі ұзын, жерге тиіп тұр. Шындықты айтып тұрмыз дейміз, шын мәнісінде. Ал ол дейді ғайбат дейді. Неге дегенде жаңағы егер де біреудің сыртынан айтылған әңгіме дейді, алдында тұрып оны тыңдаса, және ол оны жақсы қабылдаса, көңіліне ұнаса, онда ол ғайбат болып саналмайды дейді. Ал енді жаңағы кісі енді мысалға бойы қысқа екен, көйлегі ұзын болып жерге тиіп бара жатыр деген сияқты әңгімесін естігенде ол көңілі түсетін болса дейді, онда ол ғайбат дейді. Ал біздер қаншама сөз әңгімелер кетіп жатыр. Ойлап қарасаңыздар да. Ал біз шын мәнісінде сол бір ғайбат сөзбенен қаншама сауабымызды сорпа сияқты төгіп тастап отыр екенбіз. Гүлжан ханым, қандай ұлағатты, қандай бір... Бұл қазіргі заманның эпидемиясы деп айтуға болады. Біз соны қысқартуымыз керек. Ал негізгі айтайын деп отырғаным,
жақсы сөзбен жақсы ой дейді, жақсылықты шақыра береді. Жаман сөзбен жаман ой, жамандықты шақыра береді екен. Сондықтан біз әрқашанда біреу туралы айтқың келсе дейді, біз Мұхаммед саллаллаху алейхи жақсы жағын ғана айтты. Ал айта алмайсың ба, үндеме деген. Өйткені басқа пәре тілден деген хадис бар. Оның жаңағы айтады ғой, оны тілден, біреуі ісіңнен дейді. Мысалы, сондай сияқты барлық нәрсе тілден келеді. Қазіргі заманның жаңағы басы бар, аяғы жоқ, білім бар, білімі жоқ, жаңағы бұрын билер ғана сөйлесе, қазір екінің бірі сөйлейтін заман болды ғой. Яғни бірін бірі даттайтын, өзін ақтайтын сондай адамдар көбейіп кетті. Керемет. Соның кесірінен мына заманымызда қазір не жетіспейді деген сияқты нәрсеге келгенде, жаңа мейірім мен кешірім жетіспейді. Біз барлық нәрсеге кешіріп қарауымыз керек. Не үшін дегенде, жаңағы барлық адам білмегендіктен істейді дейді. Мысалы, оның ғайбат екенін білсе, ол кісі аузын тияр еді мысалға. Сондықтан білмегенін кешіруіміз керек, ең бастысы. Осы эфирден кейін ғайбат айтпайтын боламыз ғой. Қандай керемет айтып бердіңіз. Енді мықты кәсіпкер ретінде, тәжірибелі кәсіпкер, сауда саласының маманы, инвестор ретінде жас кәсіпкерге керекті топ 3 кеңес. Енді бастайын деп жатыр. Ең бастысы өзіңе шектеу қоймау керек. Мына біздің қазақта айтады ғой, жігітке жет өнерде аз деп. Неге айтады? Өйткені бір саламен көпке бармайсың. Ал адам баласы өмірге келгесін барлық нәрсені, жаңа айтып отырмын ғой, онша баланы патшадай қору керек деген сияқты, оған мүмкіндік берілу керек, бәрін ұстап көру керек, бәрін дәмін, ащы, тұщын, қатты, жұмсағын көре білу керек деген сияқты. Өнердің де барлық түрін көру арқылы, соның ішіндегі ең өзіңе ұнайтынына тоқталу керек. Өзі бір Алла айтып отырмын ғой, жаңа өзіне жетелейді, жолынан тайып баратсаң желкелейді деген сияқты. Алла өзінің жолын көрсетеді. Өзің жүрегіңе сол жол саған оңай болады. Егер де сен өзің жолыңды табатын болсаң, ол саған қанша, мысалы, біреуге ол қалай істедің деп таң қалып жатса, ол саған дым емес. Өйткені айтады ғой, әркімге өзінің көтере алатын не сынақ берем деген сияқты. Сол сияқты ол кісі оны көтере алады, ол кісі оны істей алады. Сондықтан оған ол жеңіл және оңай, және оның қаншама жаңаға болады ғой, бір адамдар мысалы космосты шығарып жатқан кісі, оған ақша бересің ба, обед болып қалды ма, уақыт қанша болып жатыр, қарамайды ол кісі. Ол кісі соған кіріп кеткен кісі, ол түнімен істей ма, күнімен істей ма, әйтеуір соны бітіру керек, соның түбіне жету керек. Сонда ғана ол істің маманы, ол сол істің адамы болып содан ләззат алады, сол кезде барып бір демалады. Сол сияқты еш уақытта өздеріңізге шектеу қоймаңыздар, қалаған істеріңізбен айналысыңыздар, соның ішінен өздеріңіздің таңдауыңызды дұрыс жасай алыңыздар деген келеді. Гүлжан ханым, сізбен сұхбатты әрі қарай да жалғастыра беруге болады, өйткені сіздің әлі береріңіз көп, біздің сізден аларымыз көп. Сондықтан бұл эфирлер легі тағы да жалғасады деп ойлаймын. Енді біздің хабарымыздың аты бәрі мүмкін. Сіздің ойыңызша бұл өмірде бәрі мүмкін дегенге келсесіз бе? Келсем. Сіздің ойыңыздан да бір оқиға бар ма? Осы болмайын деп тұрған жерден болып кетті дейтін. Бір оймен эфирді қорытындыласақ. Енді өзіңіз көріп тұрғандай, енді әр саланың басын бір ұстап тұрмыз былай қарағанда. Бізде бизнес тренингтер да бар, этнопаркі де бар, жаңағы тігін цехы да бар, балдәурен дүкеніміз де бар. Яғни біз өзімізге шектеу қойып жатқан жоқпыз. Сол сияқты бәрі мүмкін. Не қаласаң, соны біз жасай аламыз. Алла айтады ғой, адамды мен халифа етіп жараттым. Халифа деген ол жаратушы. Алла айтады, сенің екі қолың менің қолым дейді. Яғни Алла жаратушы, ол не қалайды, соны жаратып тұр ғой, жаратылады ғой. Адам баласы дәл солай жаратылады. Не қалайды, соның бәрін жаратылады. Ең бастысы біз қайда қарауымыз керек дегенде, жаңағы біреулер айтады, жаңағы бәке керек, жеке керек, жаңағы связь керек, или ақша керек дейміз жаңағы да. Олай болмаса, ол қалай істеймін деп отыр адамдар. Жоқ, адам бірінші өзіне қарау керек. Сен не істей аласың? Сенің қолыңнан не келеді? Сен қандай елге көмек бере аласың? Сенің қандай көмегің бар беретін? Ең басы жаңағы көмек ретінде, помогая другим развиваешься дейді мысалға. Сол көмек ретінде мысалға біреудің керегін, жаңағы біреу мысалға қазіргі заманда қарап отырсаң, рак ауруын жеңетін жаңағы дәрігер жоқ. Неге?
неге? Өйткені олар жаңа басты мақсат ақша. Адамға көмек беру емес. Түсініп отырсыз ба? Басты мақсат жаңағы мен осы Қазақстан халқын емдегім келеді, рак ауруын жеңетін дәрігер болғым келеді деген мақсатпен істейтін болса, онда ол әрине табыскер болады. Біз сол бір жақсы дәрігер үшін Кореяға кетіп жатырмыз. Турцияға кетіп жатырмыз, Индияға кетіп жатырмыз. Мысалы, не үшін? Бір сол маман иесі болған үшін. Сондықтан әр адамға айтам, ең бастысы сол мақсатты дұрыстап алуымыз керек. Біз халқымызға, елімізге пайдалы болу мақсатында ғана қызмет етсек, Алла өзі табысын әкеп береді. Керемет. Сондықтан ешқандай шектеу жоқ, басты мақсат сол болу керек. Қалған не қалайсың, соны бәрін істей беру керек. Тек қана жаңағы бір пайдамды тигізу, осы өмірге келгеннен кейін бір пайдамды тигізіп кету мақсаты болу керек деп ойлаймын. Керемет. Енді тағы да бір сұрақ осы жерге ойыма келіп тұр. Жаңадан бизнес бастап жатқан адам сіздің жеке менторлығыңызға келе ала ма? Менің осындай кәсібім бар еді, осыны ашайын деп едім десеңіз, сіз соны белгілі бір деңгейде тәлімгерлік деп айтады ма, менторство деп айтады ма, қазір наставничество деп айтады, аласыз ғой? Әрине аламыз, айтып отырмыз, жеке консультация, мысалға бізде 10 000 теңге деп жатырмыз ғой, ол бір сағаты. Мысалға, оның өзінің жаңағы жоспарлы түрде даму процесіне қарай өзінің сабақтары бар. Соған қарай, мысалы, қай сабақты қалайды, мен осыны білім келіп еді деген сияқты, сондай сияқты сабақтарменен оны оқытып дамытуға болады. Аласыз? Әрине аламыз. Бұған дейін алып жүрсіз? Алаңыз? Келген адамдарымыз бар. Енді біз бұл бағытта көп өзімізді жарнамалап отырған жоқпыз. Тек келген клиенттерге өзіміз ұсынып қаламыз. Өйткені өзімізде қазір жұмыс бар, әлі айтып отырмын ғой, 70% жұмысымыз бар. Сол жұмыстарды ізденудеміз, үйренудеміз, және соны толықтырудамыз. Сондықтан соны кішкене бір толықтырып алғаннан кейін өзімнің оға дер немде әлі өсер деген ниетім бар. Одан да жақсы мақсат тренер болуға тырысамыз ғой, Алла берсе. Ол уақыт әлі келеді деп ойлаймын. Гүлжан ханым, әзірге баға норм десеңізші. Қазір енді қол жетімді. Мүмкіндікті пайдаланып қалу керек десеңізші. Әрине. Ал достар, шындығында бұл өмірде бәрі мүмкін. Бүгінгі біздің хабарымыздың кейіпкері Гүлжан ханым кәдімгі қарапайым қарапайым отбасынан шығып, үлкен инвестор болуға болатындығын, кішкентай ойдың, кішкентай ғана арманның ақиқатқа айналатындығының бірден бір куәгері болды, және сол бағытта өткен әрбір жолды боямасыз, бүкпесіз, шынайы түрде жеткізді. Бұл эфирді көрген адамның түйері өзінің өмірлік тәжірибесіне қолданары көп болады деп ойлаймын. Жеке өзіме бұл именно дәл осы хабар өте көп сабағын берді. Эфирге уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Бірақ мен ойлаймын, алдағы уақытта бізде әлі де талай эфирлер болады деп. Ісіңізге береке тілеймін. Рахмет. Деніңізге саулық тілеймін. Әлі де сіздің шығаратын тың дүниелеріңіз көбейе берсін. Шындығында бұл өмірде бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Кездескенше. Сау болыңыздар.